более серьезный әңгіме, ел мүддесі, елдің қамы деген әңгімелер міне жастағы бала кезімнен естіп жүргеннен кейін бұл жерде енді жақсы тырнақшаның ішінде бір нәрсе айтып кетейін. Мүлдем қазақ студенттері жоқ. Бір айда ма 4 апта уақытымды алды ғой. Саусағы сынды баланы. Кәдімгідей уже жүріп бастады. Мына жерге жетпейтін саусақ уже мына жақта жүрді кәдімгідей. Опа. Бір уақыттан кейін уже кәдімгідей тартып бастайды. О деп қаласың, көзің бүйтіп ема деп ше. 5 қаланың басшылығымен кездесеміз. Болу, Сакария, Ескишehir және Карабук қалалары. Сөйтіп бір-бірімізбен араласып бастаймыз. Бір ортақ проект жасамадық па деген ой келеді. Қарады да, мен бірінші мәртебе болып жатқан жерде, құрсын не? Жын кірген ба деп. Қарайды да, біз өте қуаныштымыз дейді ғой. 5 қала өстіп бірігіп жатқандарыңа. Қалтамда 1 kuruş ақша жоқ, миллиондармен ойнап жатырмыз. Жарғы жасау үшін әлі піспеген сияқты. Өткен буынның мысалы маған ұнамаған жері, сен сұрамасаң да кейбір жерлерде өзінің ойын айтып, өзінің ашсағысы келеді. Бір жағынан көмектеседі, бірақ бір жағынан көмектеспеуі де мүмкін. Мен сұрамағаннан кейін, рахмет керек жоқ. Атауын мысалы, ең болмағанда атауын мүлде өзгертпеу, өйткені келген әр басшы атауын өзгерте берсе бір мән қалмайтын сияқты да. Мен ондай нәрсе жақтырмаймын. Негізі өзімнің жеке ойым, демократия қатты жылы қарайтын адам емеспін. Тек қана концерт өткізу, пикникке бару, жиылып алып тамақ жеу ғана мақсат емес қой, ұйымның мақсаты. Немқұрайлы қарауға да болады. Студенттер бірлігі не 20 жасар балдардың лағып жүрген істері деп ше. Кәдімгі қазір болып жатқан тәжірибеде фестиваль жасау қиын екен. Адамның ішетін суына дейін санап кетті. Жейтін тамағына дейін санап кетті. Граммажын білемін. Мысалы, бұл нәрсе сұрап фестиваль бәрін айтамын. Дәрістен гандарын бәрін білемін. Кіммен қалай сөйлесу керек, бұның бәрін үйренесің. Мақты адам екенсің, қалайсың, сен мен дұрыстап не істеу керек деген кезде қарап аласың да, біздің фестиваль болып жатыр, че да болды деп, ана көңіл күйге қараған кезде тамырын басып жүрсең, ол аяғынан бере салады қалса, білмей қалады өзі де. Сондай мәселелердің бәрін практика түрде өтеді, ол мектеп ретінде бір жерде қалыптасады. Болды, той ұйымдастыратын болсыңдар, рахметтерге шығасыңдар. Естітші, араңыз деймін ба? Сәлем достар, бұл Шырақ подкастының екінші шығарылымы, екінші эпизод, және Мәдина екеуміздің бастамамыздың, осы подкастымыздың екінші қонағы Ахметәли Омаров. Ахметәли Омаров қазіргі таңда Анкарадағы Қазақ студенттер бірлестігінің басшысы, сонымен қатар осында бакалаврда білім алуда, жақында білуім бойынша бітіресің, иә? Құдай қаласа. Сонымен қатар біздің дәстүрлі домбырамызды насихаттап жүрген шетелде білім беріп осы салада, және де түрлі концерттерде өнер көрсетіп жүрген өнерпаз жігіт. Ахметәли айтқанымдай, Анкара Йылдырым Бәйез университетінде халықаралық қатынастар бөлімінде 4-ші курс студенті, Құдай қаласа аяқтайды. Ахметәли жалпы бакалавр өтіп кетті. Өзіңді жақында түлек атанып бітіріп шығасың. Қалай бағалайсың 4 жылдық бакалавр уақытын? Түркияда ең бірінші келген уақытым 2014-те бір олимпиадаға келген тұғымын. Мектептің атынан физика пәні бойынша Анталия қаласында еді, есімде. Сол кезде бір апталық па, болмаса 10 күндік па бір уақыт өткізгем. Сол кезде жақсы не қалдырған тұғым маған. Эмоциялар болсын, көңіл күй дейміз ба, өте жақсы бір тәжірибе болған. Сол кезде Түркияға оқуға түсем деген ой болды ма сенде? Жоқ, болған жоқ. Ол кезде олимпиада ғана ойдағы. Қай пәннен келдің? Физика пәнінен. Физматта оқитындар бізді біледі. Кішкене. Жарты оқитын едің ол кезде? Жоқ, ол кезде 6-шы класс еді, келешек тұғым. Жартыфты де оқыдың, иә? Жартыфты, тапсырғам. Содан кейін 9-шы классы бітірерде Түркияға оқуға түсіп кетем мен. Уluslararası İmam Hatip'ке. Ол Milli Eğitim Bakanlığı мен Diyanet Vakfı'nın бірлесе отырып ұйымдастырған бір шарасы болып есептеледі. Әлі де жалғасуда 2010 жылдан бері келе жатқан бір оқу программасы десек болады. Жаңағыдай біздің оқуымыз ең ескілерінен бері тұрған Кайсери қаласында орналасатын. Тамаммен былай қарайтын болсақ, 65 мемлекетке жақын оқушыларымыз бар еді. Ол мемлекеттердің оқушыларымызды алдырып, бір дөнем түркше оқытатын бізге. Аптасына 40 сағат уақытымыз болса, кәдімгі мектептегі күнделікті 8 сағаттан
26 сағаты түркше болатын бірінші дönem. Содан кейін кәдімгідей басқа сабақтарға өтетін боламыз. Биология, физика, математика дегендей. Қай жылы келдің? 2017-де келген тұғым. Ол кезде доллар әлі 2-де 60 па сондай тұғын. 2 лира 60 көп. Түркияның бақуатты кездерін көрдің ғой сен? Біздің ол кездегі бурсымыз 150 ғана лира еді. Стипендия береді ол кезде, иә? Стипендия береді. Ол Имам Хатип лицей. Діни лицей, иә? Линий дегенде мынандай, бұл жердегі жалпы идеясы негізі адам баласының екі қанатты деп есептейді. Bir жағы пәни болса, бір жағы мәнәви дейді ғой. Рухани құндылықтарға байланысты бұл жерде ислам діні болмаса басқа да діндерді үйрететін негізі. Жалпы дінтану саласы бойынша өте ауқымды бір білім алатын тұғынбыз. Бірақ ішінде әрине де ислам дініне көбірек қой беріледі, мұсылман мемлекеті болғаннан кейін. Жаңа Құран, фикх, ақаид, онан кейін фәлсәфе болсын, кәлам сияқты сабақтар өтетінбіз. Сіздерге арабша да үйреттіңіз? Араб тілін үйрететін, хадис сабақтарын өтетінбіз, Құран жаттайтынбыз. Бірақ бұның жанында бізге көбінесе математика, физика, биология, химия сияқты пәндерден де өтетінбіз. Халықаралық студенттер, оқушылар болғаннан кейін университетке дайындық барысымызда SAT, IELTS сияқты емтихандарға дайындалатынбыз. Түркияның өзіндегі EOS емтихандарына дайындалатынбыз көбінесе. Белгілі бір уақыттан кейін біздің оқудағы оқушылар менен кейінгі жылдарда артық Түркияның несіне де кіру керек болып қалады. Егер Түркияда оқитын болса ары қарай тере не дейді, жаңағы ЕКС сияқты емтихандарына кәдімгі түптермен бірге. Сондай да Мәдиннен де сұраған себебі біз енді білмегеннен кейін Имам Хатип бір діни оқу орны сияқты ғана бір таптарын түсінік бар да. Дін ғана бар деген сияқты. Түсінгенім бойынша дінді тереңдетеді. Одан бөлек жаратылыстану секілді бағыттарға бөліне ме, жоқ әлде жалпы қамтып алып жүре ме? Кәдімгі мектеп программасы, Милли Eğitim Bakanlığı болғаннан кейін кәдімгі мектеп программасын жүретін боласыздар. Және дінді оқытатын кезде Милли Eğitim Bakanlığı'nın оңайлы программасымен өтетін боласыз. Ол жерде тереңдеу дегенде адамға байланысты. Біздің арамызда хафызлық курстарымыз да бар тұғын. Хафыз болатын оқушылар арғай жаттаймын десе арғай тереңдететін. Бірақ мысалы Құран сабағында зорунлы шекілде бір жаңа сүрелер беріледі, солар жаттау керек болатынбыз сабақтан өту үшін. Қанша так 2021-де бітірдім. 4 жыл жалғасты. 4 жыл лицейде оқыдым. Ол лицейіміз там бурслы оқушы ретінде бастадым. Жататын жеріміз жыл сайын барып келуімізді үйімізге. Одан кейін 3 мезгіл тамағымыз болсын, оқуымыз болсын, артынан тағы бурсымыз бар. Салық сигортамыз болмады, себебі 18 жасқа толмаған тұғымыз біз ол кезде. Бірақ бүкіл неге денсаулыққа байланысты проблема, Дианет өзі ақшасын төлейтін. Жалпы Ахметәли, мен кейіннен сені жақын танысқаннан кейін білдім. Әкеңіз Жакең Омаров белгілі композитор, өнер адамы, белді кісі. Жалпы сенің домбыра үйренуің, өнерге қызығуың бұл отбасылық себептерден бе, жоқ әлде өз жеке қызығушылығынан болды ма? Енді орыстар айтады ғой, кровь не вода дейді. Қан тартады. Қан тартады, музыка астында кішкентайымнан бері нем болған, былай бір жағым қарап тұратын. Бірақ әке-шешем өздері музыкант болған, мен композитор болған, мен екеуі де айтыскер ақын болған заманында. Музыканың оқуын оқымаған еді. Сол себепті кішкене қалай айтсам болады, балдарымнан бір арманы ма оқыту тұғын. Сөйтіп мені Алматыдағы авторлық Жаниоба Киро мектебіне түсіреді. Музыка және математика пәндеріне несі ауылдықта. Сол мектепте оқитын болам. 5 жыл домбырам бар, 7 жыл фортепианом бар. 2 аспапты алып шығамын. Жалпы мектептік білімім бар музыка бойынша. Одан кейін Түркияға түскен кезде жайлап домбыра тартып бастайтын тұғынбыз. И ол жердегі, мысалы, қалай айтсам, халықаралық қатынастар оқып жатырмын ғой қазір. Жалпы бастапқы мектебін сол жерде алдым десем де болады. Себебі ол мемлекеттердің азаматтарын бірінші тұрғаннан кейін
қарым-қатынас қалай болу керектігін, қай темаларда сөз қозғайтын болсаң, оның жанына тиетінін, тимейтінін, мысалы Пакистанда бәрі. үндіс отырған кезде екеуінің арасында саясат сөйлесуге болмайды себебі бір-біріне кіріп кетеді қайта дегенде. Болмаса жаңағыда Сомалимен оның түп жағында Буазға қарайтын жерде Эритрея деген бір жер, ол жерде де кішкене проблематичный жерде болады. Дегенде. Демек сен бұл әлемдік недегі геополитика дейді ғой. Соны мектеп, лицей кезінен бастап қанық бола түстің. Және бұл сенің қазіргі халықаралық қатынастар оқуыңа бір жағынан ықпал әрі көмек болған, да? Өте үлкен көмек болды. Мысалы, көп ортада дейміз, түркше айтқан кезде, Таяу Шығыстың мемлекеттерімен де өмір сүргендіктен, қазіргі таңда gündemде болған бір соғыс бар ол жерде, күнделікті проблемалар болып жатыр 90-шы жылдардан бері. Жалпы өмір ол бөлгеде бір нәрсе болып тұрады, себебі мәдениеттер сол жерде жасалғаннан кейін, ол жерде сосын саясатқа кірмей қойып, былай енді мұнай сияқты мәселелер болғаннан кейін, күнделікті сырт саясаттардың да әсері болғандықтан, ол жерде геополитикалық жағдай кішкене стабильдей. Сол тұрақты емес, сол себепті ол мемлекеттерде тұрып жатқан адамдардың да әрекеттері, сөйлесу мәнерлері, одан кейін бір-бірлеріне болған қатынасы, мысалы Иордания мен Йеменнің, болмаса Сауд Арабиядан келген арабтар мен жаңағы Ирактың арабтары қалай бір-бірімен сөйлеседі, олардың арасында лехчелерінің несі бар, диалекттерінің айырмашылығы бар дегенде. Олардың бәрін заман өте практикада қарап көзбен көргеннен кейін біліп отырасың да. И бұл қазіргі таңда мысалы сабақтарда, мысалы біздің енді бәрі дүркіреп жатқан Израиль мен Палестина арасындағы соғыстың мәселесі, біз бұның бәрін көзбен көрдік десек те болады. Палестиналық оқушылармен де куәгерлермен, сол оттың арасында жүргендермен әңгімелесіп, солардың осыны естідім. Әрине. Енді Ахметәли 4 жылдық Қайсері кезеңі аяқталды. Одан кейін 4 жылдық Анкара кезеңі басталды. Жалпы Анкара келген кезде басқа ортам. Себебі біз Қайсерде оқитын кезде 15 жасында келдім мен. Баламыз ғой былайша айтқанда. Ол жерде біздің шыны керек, мен үйімнің үлкені болғаннан кейін бұлай ағалық мейірімді көрген жоқпын өмірімде. Ол жерде бірінші мәрте ағалық мейірім дегенді байқадым. Жалпы үлкен кісінің саған деген қолпаштығы, сені қолдап не істеуі, әлпештеуі, оның бәрі өте жылы зат болғандықтан кейін ол жақтарды аңсайтын боласың. Тек қана қазақтардан ғана емес, бұл бүкіл ұлттар, түріктерде болды бізде, жартылай түрікте болғандықтан, олардың бәрінен бұл нені мейірімді, бұл қалай айтсам, шапағатты көретін тұғымыз. Себебі бұл жерде бәрімізге бір идея ашылмайтын, сендер мұсылмансыңдар, бауырсыңдар, үмметсіңдер, бір үммет болғаннан кейін бір-біріне жақын жүрулерің керек, қолдауларың керек деп. Анкараға келем, ондай жағдай мүлде жоқ. Әркім өз-өзіне. Университет болғаннан кейін ходжаларда да ондай не жоқ бізде. Байланыс жоқ болған. Бауырмалдық байланыс жоқ. Одан Анкарада келгенде Қайсердегідей бауырмалдық бір орта болған жоқ. Қалай таптың оны? Жалғызсырадым, Бұл жерде Мұстафа деген бауырым бар, қазақ өзі. Менен 1 жыл бұрын бітіріп кеткен біздің лицейді. Көбінесе сонымен ғана араласатынмын. Ол ағамыз болғаннан кейін 4 жыл бойы аға деп келдік. Ағалық борышын ары қарай орындап жүрді. Шақырады, кездестіреді, сөйлестіреді. Сол аралықта басқа да қазақ студенттермен танысып бастадым. Бекзат та бар араларында. Жайлап ескі ауылдарға қайтып келе бастадық. Себебі мен лицейде де домбыра тартатын тұғым. Біз енді ол жерде халықаралық лицей болғаннан кейін экзотикамыз бар. Біз әр жерге апаратын, Эрдоғанның алдында да тартқанымыз болды, басқа да уағалиліктер болса бәріне барып жүретінбіз. Бұл жерде де ол хавайы алмай баштадым, яваштан. Сол кезде Самат ағамен танысқан кезде Самат аға маған Ахметәли айтқан болатын. Көте күшті жігіт, домбырады жақсы тартады, бірақ дейді, бірақ тартынады дейді. Аса бір шыққысы келмейді деді сахнаға. Мен солай естідім. Тартынғанда, мен негізі тартынбаймын. Тартынатын болсам, танымайтын адамдар болмаса жақтырмайтын адамдар болады. Қазақтар дегенде жалпы Анкара қаласына 1 жылдай ма тартынып жүрдім негізі өзім. Себебі ана ортада мына орта өткен кезде кішкене қатты поворот де. Пландар көп екен? Крутой поворот болып кетті примерно. Сол себепті жаңағыда ешкіммен араласпаған тұғым, домбыра тартатын көп адам білмейтін. Жалпы негізі осы қазақтармен араласуым үлкен себептен бірі Эльмира апай болады біздің. Отау топлығының жетекшісі. Осы жерде 30 жылдан астам бері Түркияда тұрып жатқан қазақтардан бірі.
өзі ескіден Түркістанда жұмыс істеген Қожа Ахмет Яссауи университетінде өзінің несі болған, ұйымы болған, оны Түркияда жалғастырған өте жақсы апай. Жалпы жол көрсетіп бізге бір этемес күтті, по-моему, бір концерт болу керек болғанда. Соны айтып домбыра тартып берші, ақысын төлейміз деп. Болыпты деймін. Бұл кезде жақсы ақша еді ғой. Сөйтіп барып Эльмира апаймен танысты. Эльмира апай жайлап өзіне тартып бастады. Сосын жайлап олармен сіңісіп кеттім да, отаумен бірге болып кеттім. Бұған дейін жаңағыдай домбыраға қатты тартқым да келген жоқ. Себебі біріншіден тегін. Себебі өнерін қатты бағаланбай тегін шыққаннан кейін көбінесе түріктерде де бар, біліп жатқан шығарсыздар, сіздер де шығып жүрсіздер ғой анандай. Әрине еңбек бағалану керек. Шыға салшы, тарта салшы деген әңгімелер көйіп кетеді да, өзің орнында қойдырмасаң, бір уже не істедің ба, мойныңа мініп алады. Өзіміздің немізде, тәжірибемізде болғаннан кейін қатты былай не істеген жоқпыз. Сөйтіп Эльмира апаймен жүрген кезде жайлап айтып бастады. Сендердің еңбектерің бағалану керек. Әр шыққандарыңда белгілі бір ақыларыңды алып жүріңдер. Болмаса белгілі бір қарсылық алыңдар дейді. Сонымен жайлап шығып бастадық. Одан кейін Мұстафа енді Ұлыста тұрған кезде мен де өттім ау деймін өткен жылы? Өткен жылы өткен кезде Мұстафаның жанына барам. Сөйтіп бірге жүрген кезде как раз ол жерде шариғат және Бекзат екеуі бір бөлмеде жататын. Сөйтіп солармен араласып жүрген кезде осы қазақтардың ұйымы анау деген әңгімелер көйіп кетті. Бір жағынан қызық болды, екінші жағынан таниды дос болғаннан кейін өздері де тартады. Домбырашыдан бәріне керек қой деген. Сұранысқа сұранысқа әрқайым. Бұл жерде айтып өту керек, мысалы отау осындағы толық атауы қалай? Отау музыкалық тобы бола ма? Түрік музыка топ және би топ группасы, топулық, яғни құрам. Осындағы түркі әлемінің әртүрлі несін қамтиды. Әрине. Әртүрлі репертуарында түркі әлемінің әртүрлі әндері бар, одан кейін билері бар. Алтайдан бастап неге дейін барамыз ғой, Балкандарға дейін барамыз. Осында өйткені Түркияда ерекше қызығады біз жақтың музыкасына. Одан кейін осындай отау және одан кейін Яссауи музыка құрамы бар, Мәдина өзің істейтін. Умай құрылды одан кейін Ләззат апайдың бастауымен. Жалпы Ахмет Әли сол отау құрамының басы домбырашылардың бірі болды, Және одан кейін есімде біз күзде жандандырған кезде студенттер бірлестігінің жұмысын Самат ағаның инициативасымен біз тәуелсіздік күнін өткізбек болдық. Сол кезде мен жатақханаға келіп айттым жігіттерге. Жігіттер осындай көмектерің керек болып жатыр дедім. Шариғатқа мен музыка бойынша жүгіндім. Музыкалық аппараттың басына тұрып беруін өтіндім. Ахмет Әлиге домбыра тартып беруін айтқан болатынмын. Одан кейін Ахмет Әли басында не істемейді, түр бермейтін. Білмеймін, ойланып көрейін, қалай болады екен дейтін де. Бірақ одан кейін бәке, давай істеп сияқты деп, кәдімгідей басы кірісіп, және соңына шейін алып шығатын. Четкий қылып. Ол кезде Алиді алдық жанымызға, Мұхамеджан жаңадан келген еді, сондықтан тартып бастады жанымызға үшеуміз. Етібінің басып алып. Күнделікті репетицияны жасап. Енді қалай айтсам болады, өзің алаң емес, негізі мен музыкант адам емеспін. Халықаралық қатынастарды оқимын, бірақ музыкалық білім болғаннан кейін, өзімде қызыққаннан кейін, және өзіме белгілі бір жауапкершілік түскеннен кейін, соңына дейін апарып жақсы орындап шығуға тырысам. Және ол жерде де егер өзің алаң болатын болса, сенімді әрекеттер істеймін. Өзің айтты, бәке уайымдама. Халледер іздедік те, сөйтіп үшеуміз жақсы бір нөмір шығады сол кезде. Әлі видеолары бар, бүйтіп қарап тұрамын, халықтың да реакциясы өте жақсы еді. Жалпы Анкарада бұған дейін шыны керек, қазақтар қатты көп жинала бермейді, араларында өздерінің бір ұрыс керістері бар, енді қатты араласпай қойып, азғантай қазақ бір-бірімен керісетті жүреді дегенде. Белгілі уақыттан кейін байқадық 16-шы желтоқсанда әсіресе көп қазақ сағынып қалды. Ата жұртын сағынып қалған, тамақтары болсын, әндері болсын, ғұрыптары болсын, театрлық көрсетімде 3 арысты көрсеттік, ол да жаңағыдай кәдімгідей эмоциялық түрде көңілдеріне өте қатты тиді. Кәдімгі жылататын жағдайға дейін алып кетті. Артынан домбыраны жіберіп, бір адай тартсек бәрі құрсын, қамшым қайда деп. Сол Ахмет Әли, сол сахнаға сол шыққаның саған бір әсер етті ме өзгеруге, ойларының өзгеруіне? Әсер еткенде жалпы өнер адамына сахна керек зат қой негізі. Әрдайым халықтың қошеметі, олардың шапалақтары, шулауы, деп ақырып қойғанның өзі негізі ол жаңағы жүректі жігерлендіріп, кәдімгідей
от салып отырады адамға. Ұзаққа баруына өте әсерлі дүние. Сол себепті әсер етті десек, қате емес, әсер етті десек те болады. Жалпы сосын сен осы басшылыққа келдің, Басшылыққа келгенде біз негізі басшылықта емес тұғынбыз. Бекзат өткен жылы басшылық бастаған еді, өзінің өтім құрылы бар тұғын. Бірақ біз әрдайым қандай да программа болсын, бізге берілген görevлердің бәрін басына аяғына дейін орындап, өзіміз всегда атсалысып жүретінбіз. Жалпы белгілі бір топ жігіттеріміз бар. Жігіттердің атынан сөйлейтін болсам, егер қыздарды араластырмай қойып, олардың да өздерінің көп атсалысатын, көмек беретін тұлғалар да бар. Біз жігіттер ретінде әлі де араласып жүрген белгілі бір топ бар, 10-15 жігіт болады. Любой жағдай болсын, қандай да бір іс-шара болсын, болмаса жұмыс керек болатын болса, әрдайым басын аяғына дейін алып шығуға тырысатынбыз. Сөйтіп жайлап байқадық, көктемнің кезі. Бекзаттар наурызды өткізеді, наурыздан кейін, желтоқсаннан кейін, айта берейін бе бәрі? Қайсың? Қайтса. Желтоқсанды өткіземіз. Тек мен ғана жігерленген жоқ, мына азамат та жігерленді. Қазақ студенттер басшысы не ол, жексұрын болып, әрдайым біреуден сөз естіп деген әңгімелеріміз көп еді. Шынымен сондай екен бірақ. Нейсе, сөйтіп, андай 16 желтоқсан өткізіп болғаннан кейін, бәйгеңді не істеп қалдық, газға келдік енді. Дұрыс көрдік қой жалпы халықтың несін, бізге деген реакциясын көрдік. Студенттер көбейді, бізге тартылады. Жасай алады екенбіз, қолымыздан келеді екен деген сенім пайда болды. Одан кейін біз желтоқсаннан кейін жаңа жылға қатысып жастарды жинадық. Недегі ма, Локадағы ма? Сосын біздің іс-шараларымыз Ахмет Али, сен ол жерде болдың ба? Локада болған жоқ. Одан кейін біз наурызда, 8 наурызда қыздарға концерт ұйымдастырдық. 8 наурызда концерт ұйымдастырдық. Сол жерде басты. Ол жерде бір жардық. Жарып жүрсіздер ғой жалпы. Ағанда. Ой, бәкең ол кезде енді жаман переживать етті ғырсыз ғой. Қатты. Сол кезде негізі менің газымен шықтыңдар, есіңде ба? Кәдімгідей уақыт аз қалған, дайындық нашар. Менің көңілімді ұмытылмай тұр қысқаша айтқанда. Дайындық жоқ, нашар емес. Сыфыр ма? Бір қараған кезде мынау былай істейді, домбыра анау болады, мынау болады дейміз, бірақ қалай болады деген кезде ешқайсысы келмейді да. Ол бар сияқты, бірақ жоқ. Кейін мен айттым, қалай болады екен деп жаңағы дал болып әркім бір ой айтады. Сол кезде Ахмет Алидің несі өзіне деген сенімділігі таң қалды. Артқа шегініп бастады, жайлап қой істемей-ақ қояйық, бір гүл бере салайық, керек жоқ қой, не істеп отырмыз әуре болып деп. Сол кезде бір күн қалған кезде мен жинам, Али, Мұхамеджан үшеуміз отырдық та, өте мықты бір программа шығарды сол кезде бір. Андай домбыраны қайта-қайта тарта берсең жалғатын жерлері де бар, музыканттар жалпы болады ал. Күнделікті бір репертуарды ойнай берсең жаңағы көбінесе енді не ғой, этно, жаңағы көроғлы болсын, адай болсын. Дәстүрлі. Олар қайта-қайта тартала бергеннен кейін тыңдамайтын адамға жалығады құлағы. Бірақ қыздар әйтеуір ауыз толтырып айтып жүр сол шығар. Біз ол кезде биылғы болсын, ол жылғы болсын, екеуінде де. Біз ол кезде не істедік? Кішкене заманауи әндерден де қостық, қазақи болсын, шетелдің әндеріне де қостық. Кахонмен бірге қойдық, гитара қостық, домбырамен, әдемі не болды. Кейін біз наурыздан кейін Ораза келді, ол кезде ЕТБ-да. Оразадан кейін болды ау дейм, Наурыз өткізіп айттық. Наурызда қалай болды? Одан кейін біз Рамазанның кезінде ЕТБ-да стенд құрдық, одан кейін Храм önündегі ғимаратында наурыз өткізілді. Сосын барып сәуірде біз қазақ мутфак асхана күнін жасады және сразу не істеп кеттік, сайлау жасап жүрдік. Ол мен ол кезде оқу бітіріп жатыр едім. 4-ші курсты бітірді. Магистратураға түспеген, әлі белгісіз болып тұрды. Одан кейін біздің келісілгеніміз бойынша бір жылдық мерзім болды атқаратын. Менікі бір жылдығы толып қалды. Одан кейін менің бастамаммен сайлау өткізді. Жалпы сіздікі де толып қалыпты? Жақындап қалды. Сол дүркіреті бітірейін ол. 24 сәуірде меді? 24 күні бітірдік. Жалпы өте қызық бір не болды. Қайдар болып өзін ұсынды. Ұсынған жоқ па? Мені ұсындырып жіберді. Кім ұсындырды? Бізде мынандай болды. 8 мартта газ бердік кәдімгідей. Сол кезде байқап қалдым, бар екен кішкене деп. Андай өзім ұстап қалдым кәдімгідей. Мына бүйтіп айтты, тек біздің активист қыздарымызды шақырайық.
40 адамға істей салайық. Сосын мен айттым, анандай программа істегеннен кейін 40 адамға істеген маған западлы деді. Шақырсаң бәрін шақыр. ұйымдастырушылық қабілеттері ашылады. Иә, шақырсаң бәрін шақыр. Шақырсаң бәрін шақыр. Болмаса анандай өнер зая кетеді деймін, 40 адамға аз болады. Сөйтіп оны өткіземіз. Әдемі шығады. Кәдімгі ойдағыдай шығады. Ол кезде де қазақтар көп. Бұған отдельно бір подкаст түсіресің ба деймін. Әр іс-шара қайтып өткеніне байланысты. 8 минутта концерттің жартысын қылып тастағанымыз сияқты дегенде. Ондай да қызықтар болды. Одан кейін Рамазан болады. Рамазанда күнделікті ауызашарға барамыз, не істейміз дегенде артынан жайлап Рамазан біткеннен кейін сәуір айында не басталады ғой? Бәкеңнің уақыты бітіп жатыр, башқан кім болады деп. Сөйтіп шариғат екеуміз бөлімде тұрамыз деп бәкеңе газ береміз. Сен кетпе. Сен до конца алып кет. Келесі жыл бола сал не қыласың деп. Кетпей ақ қойса, құрсын Қазақстан ғой, үйреніп қалған бір басшыға депші. Театр жайлап жүре газ береміз. Задний береді енді. Қой бітірейін деп жатыр. Мен ол кезде енді сұмдық демократ болдым енді. Ахметәлілер ғана емес. Өте дұрыс жол алып тастадың. Қалағалар да барлығы жалғастыруымды қалады. Демократ болғанда қайтта сайлауға кір деген ғой мен негізі. Қайтта таңдап аламыз, қорықпай қой депші. Сен алып кетесің по-любому деп. Назарбаев неше жыл алды ғой деп. Сен андай. Arkadaşlar kayıtları 2 kelime önceden alacağım. Tamam. 1, 2, 3. Neydi kelimiz? Сол газ беріп жатқан кезім ғой. Жаңағыдай не дейміз, демократия деп жатыр өзі, сайлауға қатыс. Сен істеп жүреміз деп ше, өзіміздің не қолдауымызда шығып кетесің қайтадан деп. Мен артқа тартып отыр. Қой, босшысы бітірем. Не істеген? Магистраттан жеңесің, уайымдама деймін. Қой, таста деп отырды да. Сосын бір уақытта қараса кандидат жоқ. Былай опрос жасаймыз, не жасаймыз, аз өте. Кейбір балдар болды енді, ашықшасы қалай айтсам болады. Басшы ретінде көре алмадық десек те. Лидерлік қабілеті жоқ. Болмаса жаңағыдай. Ұйымдастырушылық қабілеті жоқ. Болмаса жаңағыдай неді, еш ұйымымыздың немізде қатыспаған. Бірақ сырттан келіп, басшы болғысы келгендей болды да. Сөйтіп бір тұрған кезде кім шариғат па әйтеуір біреу газ беріп жетті, сен қатысасайшы деп. Ары ойландым, бері ойландым. Ой түсті, құрт түсті. Құрт түсті, сосын бүйтіп тұрдым да. Өзі халықаралық қатынастар оқиды. Негізгі Жағынан керек оған. әрине. Бәкеңде газ бар негізі. Халық оқисың ғой, сен керек болады, связьдар жақсы, сөйлесетін кезде жақсы сөйлейсің, башқан деген атың бар деп. Ары ойландым, бері ойландым дедім. Бағым сынайшы дедім. Сөйтіп өзімнің кандидатураны жіберемін. Өзі 4 адам болып кіріп едік. Мен, Али, Айбек, Дариға. 4-іміз болып кіреміз. Сөйтіп, ол кезде де қызық болды. 24 сәуір не ұйымдастырамыз? Тамақ. Қазақстан. Сол күні болды ғой, мен ярая феминистка ретінде Дариғаға ой берген. Білем. Женская солидарность бәрі жүрді, білем. Біз әйтеуір. Жеңетіңе сенімді болдың ба сол кезде? Жоқ, құрсын. 4-іміз отырдық. Сөйтіп. Бұл бірақ өте не болды андай бір. Болмаса ойсын деген. Ақыры айтып жатыр екенбіз. Айтамын ғой, программа дайындап. Сөйтіп. Бірдеңе қыламыз. Бірдеңе қыласамыз деймін ғой ондай. Жігіттерге сенім жүр ма? Жоқ, ондай емес. Өзі Әли бәрінен бұрын өзінің суретін, бағдарламасынан бәрін жіберіп қойған болатын. Одан кейін Айбек жіберді, сосын күтпеген жерден Дариға да. Дариғасы да өте жақсы болды деп естідім мен. Дариға айтып тастады бәріміз. Дайындықпен келді, кәдімгідей ең соңында отырды. Презентация жасап келді ма? Негізі сіздерге де айтылған. Бізге де айтылған әйтеуір, біз бүйтіп кеткенбіз ғой. Сөйтіп картошка турап жатсақ, неде сол асхана күнінде дайындап отырмыз ғой, енді ет турасып, картошка турасып бір уақытта айтады, бәке, презентацияны дайын ба дейді. Презентациясын естимін ғой. Сосын ой, нейсі, бірдеңе қыламыз дедім да. Бізге әйтеуір өмірі сондай бірдеңе қыламыз деп. Сайлау дұрыс сайлау өтпеген ғой, жалпы Қазақстанда сайлау тәжірибесі. Біз көрмегеніміз үшін осылай болады. Сайлау бәсеке, жарыс, команда дайындау, ондай бізде жоқ қой тәжірибе. Сөйтіп шығамыз, әрқайсымыз өзіміздің проекттерімізді қорғап, жаңағыдай біз не басшы болсам не істеймін дегенде ғой енді әңгімеміз. Қанша сол кезде сайлау? 80 адам болды ма? 76 адам ба? 76 адам қатысқан екен, солардың бәрін көзінше жаңағыдай өзің әңгімеңді айтып, болашаққа деген жоспарларыңды талқылап. Сөйтіп, мен 3-ші болып шығамын, қателеспесем. Отырсам, Дарияға тұрады да презентацияны кәдімгідей бәрін четко по плану қойып тастайды ғой. Тұрамды, так мен Дарияға беремін деймін. Өзі телефонға бір шығайын деп жатса, бәкең айтады, кандидаттар дауыс бере алмайды. Да, солай ма деп қоя қоямыз. Отырық бір уақытта кім еді?
результаттар кім айтты? Былай болды, біз сайлауды барынша әділ түрде өткізуге тырыстық. Өйткені менің командамның қалауы біз Қазақстанда болмаса, ол Түркияда болмайды деген нәрсе емес. Біз андай имитация дей ма, олай емес. Шағын неде де болса, қарап отырсаң, ондай сайлау жасайтындай дүние емес негізі. Басшы болды емес, бірігіп, бір адамды темсілші ретінде көрсетіп, жұмыста да жасалады негізі. Бірақ біз дәстүр қалыптассын, қазірден үйренейік деген ой болды. Одан кейін сайлау һәм офлайн, һәм онлайн түрде дауыс берілетіндей етіп жасалды. Және әділ болу үшін біз өйткені ұйымдастырушы команда ретінде, әрі өзімізде басшылықта болғаннан кейін біз сырттан бақылаушы ретінде Гүлжан әпкемізді шақырттық. Осында докторант әпкеміз. Гүлжан әпкеміз бақылаушы болды. Дауыс беруге жарты сағаттай ма бір қысқа уақыт берілді. Сол кезде дауыс берді. Дауыс берілген дауыс саналу үшін тек қана тіркелгендер ғана дауыс берілетіндей жүйе жасалды. Тіркелмеген адам, аты жөнін көрсетпеген адам дауыс саналмайды. Дауыс беру аяқталды делінді. Сосын сахнаның мына жағындағы бөлмеге барып, сол жерде дауыстар саналды. Бұндай нәрсе жүзеге асырылатынын дәлелдей алды. Ақылай мен Гүлжан әпке екеуі дауысты санады. Өйткені Ақылай анкетаны дайындап отырды. Ол дауыстарды санады. Одан кейін дауыстар есептелді. Біздің ол кезде чатымызда, біз шарт қойдық, чаттағы адамдар ғана. Чатымызда бір 100-120 адам болды. Соның 76-сы дауыс берді. Сондай берді. И дауыс беру соңында, ана жерде даже не істеп қалдық бөлмеде, ол негізі айтылмаған әңгіме. Ақылай сөйсек, Дариғаны қатты қолдаған екен. Дауыс бергені есептеп жатырмыз. Негізі көпшілік Дариғаға дауыс бергені білініп тұр. Өйткені кәдімгідей менің өзіме ұнады мысал үшін. Дариғаның өзін таныстыруы, кемшіліктер мен артықшылықтарды айтып өтіп, алдыңғы команданың. Және алға қойған жоспарларын нақты көрсетіп берді. И ана жерде дауыс санасақ, Ахметәли басып тұр. Сол кезде Ақылай біраз не болды. Бұл неге бұлай болды? Бұл жерде бір шикілік бар дейді. Мен айтам, міне қайтадан санайық деймін, қайтадан санаймыз. Одан кейін үшеуміз де гуманитарийміз ғой. Пайызын шығармаймыз жаңағы. Мен бір әдісім бар, салам. Сосын 30% бүлік тұрды бірақ 100% маншасын деп. Тентек болдық. Сосын омағаннан кейін Өзбек Бесат деген жігіт жүрді, аттасым. Ол бізде суретке түсіріп жүр, іс-шара ретінде. Айтшы Бесат дедік. Ол айтты, бұлай несі жасаңдар, сол кезде пайыз шығады деді. Шығардық, кәдімгідей сенікі бір 40 па қанша еді? 50% болды ма? Өйткені Дариғанкі 30% сондай болды. Дариға көп жинап тұрды, Әли мен Айбеткі төмен болды. И Ақылай кішкене бұл жерде шикілік бар дейтін айтынды. Міне енді ашық сөйле тұр ғой енді. Менің өзімді араласқан жоқпын. Бәлкім командасы жақсы шығар деп қоямын мен енді. Өйткені тек қана офлайн жасамадық та біз. Офлайнда болса, мүмкін еді ғой өзінің адамдарын алып келіп, дауыс бергізу сырттан да. Онлайнда мүмкіндік болды. Жолы да маңызды болып тұр деп ойлаймын да, Ахметәлидің жалпы сендердің іс-шараларында қатысып жүрген кездері активist. Мен мысалы өзім егер сұрайтын болса, мен Ахметәлиді қаладым басшы болғаным. Өйткені ол кездері Ахметәли біздің әрі бір жатақханада тұрдық. Сол үшін менің қалай айтсам болады, әбігейлерім жүретінді жақсы біледі. Одан кейін сахнаға шығып үйренген. Сосын 8 наурыздан бері ұйымдастыру жағына да өзінің қызығушылығы бар. Мысалы мен қаладым, Айдана Ақылай Дариғаны қалаған. Соңында Ахметәли жеңіп тұр. Сосын Гүлжан әпкеге хабарлап қыздық біз. Енді сөйтіп жеңдің. Сосын жеңгеннен кейін осы ай деген кездерің болды ма? Қалай болды жалпы бұл бір жылдық кезең? Бағалап өтші өзіңді. Бір жылдық кезең негізі мынандағы жалпы әр басшылықтың кезеңдерін өтетін болсақ, алдында басшылықтан бір саты үстіден ұстау керек қой, әр неден кейін. Бәкеңдер сатылар жақсы деңгейде, жоғары деңгейде тастап кетті бізге. Сәуірдің басында алатын болсақ, осы оқу жылының бітуіне дейін 2 шара ұйымдастырып кеттік біз. Біріншісі ЕТБ-де Қазақстан танытым күні болды. Яғни шикілігіміз білініп тұр. Жаңа команданы алдым, жаңа командамен жұмыс істеп көрдік. Жалпы қандай нелер керектігі, нюанстарын бәрін былай қарап шықтық. Қатемен жұмыстарымыз әр неден кейін қатемен жұмыстарды жасап бастады. Содан кейін Soul деген концерт өткіздік біз. Жанды дауысты, осы жерде оқып жүрген қазақ студенттерінен жасалған, қазақ студенттерінен жасалған бір әуенді кеш ұйымдастырдық. Кешіміз
өте жақсы деңгейде өттік. Сосын бірінші осы Анкара жасаған коммерциялық несі болды бұл біздің. Коммерциялық жобасы, билет сатып, ақша жасап, жаңағыдай. Енді ақша деген мәселеге кіргеннен кейін ой бұл былай қарайтын болсаңыз, ол кездегі ақшамен қазір енді жайлап келе жатырмын ғой, 26 сәуірде қолданып жатқан ақшамыздың арасы жер мен көкірек. Бір жылда кәдімгідей өсіп кетіппіз былай қарасаңшы. Ойбай, анандай миллиондап деген әңгімелер кетіп жатыр. Анандай миллион деген әңгімелер кетіп жатыр ғой. Сол жақта 1000 лира, 2000 лира деп жатыр. Өскеннің көрсеткіші де? Өскеніміздің көрсеткіші. Сөйтіп, сол деген концертті өткіземіз. Ол концерттің өзінде ұйымдастыру барысында өнерлі жігіттер, қыздармен ұйымдастырғаннан кейін жалпы өзіме де үлкен сабақ болды. Басын аяғында ұйымдастыру процесінде өзім болғандықтан жалпы адаммен қалай жұмыс істеу керек, олармен қалай сөз табу керек, кімнің қандай нюанстары бар, кімді қалай қолдануға болады, кімнің қай жерлері артық, қай жерлері кем, оларды қайтып жабуға болады, оның артықшылығын қайтып ортаға қоюға болады деген нәрселердің бәрі, бұның бәрі практикамен келеді екен. Жалпы тәжірибемен. Сөйтіп, ол концерт ұйымдастырып болғаннан кейін мен жазда Қазақстанға қайтпай осы жерде неге қалам? Практикаға қалам. Түрксойға, иә? Түрксойға кіретін болам. Өзім салам болғаннан кейін халықаралық қатынастар, сосын Түрксой кішкене күлтур және мәдениетке қарағаннан кейін маған жақын болды. Кіре салысымен ол жерде де жақсы достар таптым. Өзіміз 10 адам болып жұмыс істедік, 2 еркек, 8 қыз. Бәрі түрік. Мен-ақ қана қазақ. Мен-ақ ябаншы. Аралармен тілімізді тауып, жақсы араласып кетіп, әлі де сөйлесіп жүрміз, Құдайға шүкір. Өте жақсы балдар. Олармен де сөйлесіп жүрген кезде Түрксоймен де араласқаннан кейін халықаралық ұйым ғой. Жалпы 6 мемлекеттің мәдениет министрлігінен спонсорлық емес, кәдімгідей жүйелі түрде ақша отырған, біздің мәдениет министріміздің қолдап жүрген бір шарасы, проектісі десек те болады. Халықаралық болғаннан кейін жалпы бұлардың көп жұмыстарына араластым. Өзіміздің неміз, жетекшіміз де өте жақсы болды. Мен өзім халықаралық қатынастар болғаннан кейін жетекшім протоколға жауапты Фатих мырза болған тұғын. Онымен бірге жұмыс істедім. Көп нәрсе үйретті. Практика болғаннан кейін көп нәрсе практикада келгеннен кейін жалпы ол кітаптың алдында өткен теориялар, жаңағы нелер, гипотеза мәселелердің бәрін былай шын өмірде көрген кезде кәдімгідей оппа деп қалады екенсіз. Сіңу де оңай. Дәріс ретінде өте сіңу оңай бір жүйе. Мысалы, олармен біз елшіліктерді қабылдадық, бәйге өткіздік. Сол кезде мен Македония елшісіне не болып шықтым? Аудармашы болып жүрдім. Ол жерде де өте қызықты мәселелер көп болды. Түрксоймен бірге домбыра тартқан көргеннен кейін бірге 3 қаланы аралап қайттым. Стамбул, Карс, нелерді, Эрзурум қалаларын. Карсты мысалы Әрменстанның несіне дейін барды, шекарасына дейін барып қайтты. Жалпы Түркияның анау үшін өте жақсы бір не болды мен үшін, opportunity, мүмкіндік болды. Жалпы осындай мәселелерде Түрксой маған өте үлкен көмегін тигізді. Сосын ол жерде де білмеймін енді қалай өзім перформансын көрсеткеніне мені жақсы не істеп кетті, өздеріне тартты. Жалпы білмеймін, адаммен сөз табатын кезде мен негізі жақсымын десем болады, егер жақтырып отырсам керек. Ұнатып тұрған адамға жақсы ұнатпай тұрған ма? Ол жерде жаңағыдай олармен енді ағалы інілі қарым-қатынас, әпкелес інілі қарым-қатынастарды орнатып қайттық. Ол біздің қазір жұмыс істеп жатқанымыз өте үлкен әсерін тигізді, өте үлкен көмек болды. Сенің жалпы солай тәжірибеге баруыңның бір бөлігінде сол ойда жатыр ма еді? Яғни осы мен болашақта осы өзімнің жаңағы қазақ студенттер бірлестігінің шараларына осындай әсері болады деген сияқты. Жалпы қазақ студенттерінің басшылығына атаның ең үлкен өзіме болған себептерінен бірі адаммен жұмыс істеу. Келешегі жалпы осы сала бойынша жалғастыратын болғандықтан, мамандығым да осы сала бойынша болғаны үшін өзіме бір не ретінде қабылдадым, челлендж дейді ғой бір. Соған байланысты жалпы осы халықаралық Түрксой ұйымының стажын өтіп болғаннан кейін маған өте үлкен тәжірибе жинатқызды. Артынан қазақ студенттерімен жайлап сөйлесіп бастады, бірлесіп бастады. Оқу жылы басталғаннан кейін біз негізі бұл ұйымның басына аяғына дейін, Наргизден бастап осы өзімнің уақытыма дейін басында болғаннан кейін шет жағасын білеміз.
қалай болатыны, жылдық өзіміздің неміз бар, планировкамыз бар. Hemen бүкіл жыл бойынша бірдей бір планировка. Жаңа оқушылар келген кезде олармен танысу, анау мынау дегендей. Бірақ біздің кезеңімізде кішкене қиыншылық туды. Қандай? Жаңадан келген студенттердің көбісі магистратура мен докторант оқушылар. Иә. Ол енді кәдімгідей әсер етті. Былай қарасаң, Келмей ма іс-шараларға? келмей ма дегенде мынандай, енді өзім бакалавр 4-ші курспын. Кейбіреулер менен жасты енді, бірақ көбісі менен үлкен. Былай менен үлкен. Мен өзім шал болып жүрмін ғой қазір. Сөйтіп, оларға енді біздің әңгімеміз қызық емес негізі. Көріп қойған десек те болады. Олар да түсінуге болады. Жұмыс істеп келген адамдар, жалпы студенттер деген бүйтіп қарайды ғой. 30-дағы кісі. Немен айналысып деп бердіңіз не деген ғой, примерно. Сөйтіп, ал оған дейінгі 2 жыл көбінесе бакалавр студенттер. 17-18 жасар балдар. Оларды қызықтыратын заттар біз де білеміз, өзіміз де өттік. Иә, жанып тұр. Жаңағыдай жас болғаннан кейін олардың эйджизм дейсің ғой. Иә. Олардың идеялары да не да? Жас адамның идеялары жақсы. Мен өзім кішкене ескі кафалымын десе болады. Иә, өзім Түркия кішкене жасыма жас қоса береді. Әсер етті, иә. Өзім араласатын ағайларым, нелерім, әкеммен де ортамлары сондай болғаннан кейін, более серьезный әңгіме, ел мүддесі, елдің қамы деген әңгімелер міне жастағы бала кезімнен естіп жүргеннен кейін, кейбір зат, сосын Түркияда жүрген кезде де біз бір үмметтің баласымыз, бірлесуіміз керек, дүнияда мынандай проблема болып жатқан кезде сен мынандай еді лағып жүруіңе не құқығың жоқ деген әңгіме естігеннен кейін, кейде сол да жат кетті мысалы маған Анкарада. Көп адамдарды байқам, бекер жүр да. Деп қарап қойып, неғып жүрсің? Болмаса адам жас 30-ға келіп, біздің лицейде 9-шы класста айтып қойған әңгімені маған дәріс ретінде өзінше айтқысы келіп отыр. Солардың бәрі байқалады. Жалпы кезең жағынан кішкене сондай не болып қалды, өзімізде проблема болып қалды. Сөйтіп магистранттар келеді, докторанттың оқушылары келеді. Осы күзде ғой, иә? Иә, осы күзде. Оларға біз кішкене подход таба алмай қалдық. Шыны керек. Ары тартамыз, бері тартамыз, кейбіреу келеді, кейбіреу келмейді. Өзімізде былай жаңағыдай не да, олардың түсініктерімен біздің түсінігіміз келіспей қалады кейбір жерлерде. Былай деп қалам. Сөйтіп, анда-санда бір нелерге, ескі құшаққа да әңгіме айтып қоймыз. Көмектесіп жесеңіздер, тап жесеңіздер, көмектесетін жерде көмектеседі, істемейтін жерде істемейді. Сөйтіп, арада бір-екі проблема шығып қалады, бүйтіп араласып кетеді. Сол тұрамыз да, өзімізді қолға алайық дейміз да, 16 желтоқсанда ұйымдастырамыз. Жалпы ұйымдастыру процесінде адам баласы болғаннан кейін ұрыстар болады, керістер болады, сүйіспеншіліктер болады. Бірақ енді ортақ мүдде болғаннан кейін қазақтың атын шығару керек, шетелде жүрміз, қазақтың бірлестігінің несін күшін көрсету керек болғаннан кейін жақсы абыроймен де атап шықтық осы жолы. Бұл жерде де жаңағыдай жыл сайын несі көтеруге тырысып жүрміз ғой. Осы жылы мысалы өте көп басқа ұйымдармен араласып бастадық. Ұйымдар деген кезде мекемелер елшілікпен араласып кетті. Өткен жыл мысалы ондай көп дегенде жоқ туралық десек те болады. Белгілі бір концертте көмегі ғана болған шығар. Бұған дейін жалпы қатты не істемейтін. Біз болса елшілікпен сразу не істеп кеттік, интеграцияны бастап кеттік та референдумды өткізіп тастадық Анкарадағы. Оған себеп не болды? Бір-бірлеріңмен өте жақсы қарым-қатынаста болуларыңның? Себептерінің біреуі, қалай айтсам болады. Менің командамда мысалы Нұрлан деген қыз бар. Ол консульствода не жұмыс істеген, практиканы өткен. Сол себепті елшіліктегі дипломаттармен арасы жақсы. Соған байланысты оны да қолдан кішкене тартқыздық. Басқа өзім Түрксойда жұмыс істеген кезде бір-екі Қазақстанның несімен де кездесіп қалуларым болды. Ол кезде де жақсы араласып жүрдік. Түрксойдың өзі мен де тартып бастадым. Дегенде басқа ұйымдар жаңағы отаудың мүшесі болғаннан кейін әр неде жаңағыдай концерт нелеріміз болсын, отаудың мүшесі ретінде шығып, басқа балдарды өзімізге тарта алатын жағдайға келдік. Сөйтіп жүрген кезде мысалы 16 желтоқсанда өткізіп жібердік. Өте жақсы неде болды, ытри салонында 500-600-ге жақын адам шақырттық. Елші мырза келді бірінші рет. Анкара қазақ жастарының ұйымына өзінің сөзін сөйлеп кетті. Содан кейін ректорлықтармен уже Хажы Байрам Гази университеттерімен кәдімгі өзіміздің неміз ретінде, үйіміз ретінде қарастырып бастадық. Әр іс-шарамызда Алла разы болсын өздері бізге жәрдемдерін беріп жатыр. Өздеріңіз де білесіздер, университет жағынан жалпы осы Орта Азиялық оқушыларға, түркі дүниясының оқушыларына жақын тартқаннан кейін көп проблема шығармайды. Оларға да рахмет үлкен. Сөйтіп университет базында араласып бастадық нелермен, елшілік базында болсын, Түрксой сияқты халықаралық базада болсын, жалпы тартып бастадық. Сосын бүйтіп ойластыра келе жаңа жылымызды өткізіп жібердік. Жаңа өздеріңізде қонақтары болып қайттыңыздар, как раз
жаңа жыл ұйымдастырып болғаннан кейін арамызда біз мынандай мәселеге көз жеткіздік. Айттым ғой жаңа магистратура докторантура оқушыларына не таба алмай қалдық деп, подход таба алмай қалдық. Сөйтіп ойладым да, жалпы бәрін топырлатып бір жерге жинай бергенше өзіміз бөліп жайлап керекті адамдарымызды іріктеп араларына жинап қызығушылығы бар балдар келе берсін деп клубтар мәселесіне өттік. Осы неде бірінші мәрте клубтарды ашып бастадық. Білуім бойынша дебат клубы ашылды, Тек қана ол емес, ең бірінші бастауымыз біздің теннис курсы ашылды. Теннис курсымен біз спортсмендерді жинап бастадық. Бірақ мен мүлде білмейді екенмін осы бір қазақ жастар бірлестігінің аясында екенін. Ең бірінші афишасын біз шығардық, олармен келісім шартқа қойдық. Абылай деген баламыз жүргізеді, Азамат деген өзіміздің балдарымыз жүргізеді, жақын таныстарымыз, достарымыз. Олармен бірге бірлесе отырып, оларға көмек ретінде жаңағыдай Instagram посттары болсын, өзіміздің группаларымызда пайдашымдар болсын, жәрдемдерін бастадық, белгілі бір қарсылықта. Одан кейін мен домбыра курсын аштым. Бұл жерде енді жақсы тырнақшаның ішінде бір нәрсе айтып кетейін. Мүлдем қазақ студенттері жоқ. Бәрі ұлттық шетелдер, жаңағы түріктер болсын, домбыра үйреніп жүргендер. Қазақтар келсе бола ма? Болады, әрине. Мен осы жерден хабарландырып айтып кетейік. қазақтарға Анкарада жүрген қазақ студенттері Ахметалиден домбыра үйренсе болады. Әрине. Жалпы мен бұл жерде бастағаным, көп қазақ студенттері домбыра қызығушылықтары бар, негізі. Менің де бар, мен бірақ ашқанын мүлде білмейді екенмін. Өте көп. Әр кезеңде маған айта береді. Мен жалпы бұған дейін өткен жылы бір оқушымен бастағам. Түрікпен, жоқ, бір ноғай семьясы мені шақыртып, 3 баласын оқытып бастаймын. Сөйтіп, мен негізі оқытушы ретінде өте нашар адаммен баста. Андай сабырсыз. Қараймын ғой, адамның ебі жоқ ше, қой таста. Тезірек үйреніп алсақ. Анандай, қой таста не қыласың деп ше, қинама өзіңді деп. Осы жайлап мынандай әсер бар екен. Бір нәрсені үйрететін кезде, жалпы Эйнштейнді айтып кеткен ғой, егер сен түркше çok basit yani ең оңай жолмен түсіндіре алмасаң өзің, демек ки сен де білмейсің деген сөз. Қарсындағы адам сенің айтқан түсіне алмаса, сен оған жеткізе алмасаң, сен білмейсің деген сөз. Сөйтіп мен осы сөз маған қатты тиеді. Өте орынды. Бүйтіп ойланып бастаймын. Қарапайым тілде түсіндіріп, 5 жасар баланы түсінетіндей. Өкінішке орай бізде неденсе Қазақстанда болсын, басқа жерде болсын, ондай түсініксіз терминдермен бүйтіп сөйлесем, мен мықты болып көрінемін деген сияқты бір не бар ғой, стереотип бар. Мысалы, мен домбыра саясында осы мәселе қатты неме тиді, назарыма тиді да. Жаңа шылау болсын, домбыраның техникалары болсын, бүйтіп қарап тұрамын да. Балаға не үйретіп отыр да, деймін да. Жалпы адам нота білмейді, не білмейді. Қой, онда өзім үйренгеннен бастайын деп бүйтіп тұрдым да, өзім 2008-де бастадым, екінші класста. Немен бастайын? Еркемай. Алдағы Еркемаймен бастайын. Сондай да, левелдарды уже. Сөйтіп, оларға үйретіп бастайсың. Ананың енді саусағы келіспеген. Домбыра ұстамаған бала, жаңағыдай өмір бойы 17 жасар, 18 жасар бала төбелеске қатысып, анауға қатысып, қолдары қатайып қалған жүрмейді да. Оның жайлап анау саусақтарын сынуын көресің ғой. Күн сайын дайындалып отыр бала. Кәдімгі несі бар, ынтасы бар, шабыты бар, тартады, қинайды өзінше. Анадан кайф аласың. Бір уақыттан кейін уже кәдімгі тартып бастай, о деп қаласың, көзің бүйтіп, ема деп ше. Өзің тартып үйренгенде. Әрине. Мысалы, мен Бекербек деген бір бала бар, оқушы. Өте не, қалай айтсам болады, талпынысты, өте сабырлы, және бір істі бастадан соңына дейін апаратын бала. Бірақ өзінің белгілі денсаулығына байланысты қиыншылықтар бар, саусағына да байланысты. Жалпы әкесі оның өте жақсы адам, адвокат. Маған моторикасына байланысты көмектесу үшін мен оған бір музыканттық инструмент тартасың дедім, ол өзі домбыра таңдады деді. Сөйтіп балаға қараймын, андай ебі жоқ, еш ебі жоқ. Қиналып отыр кәдімгі, терлеп жатыр ше. Андай тартады ғой, ол басын аяғына дейін дұрыс тартпаса, оның басына тимейді мысалы. Жалғастыра бер десем, жоқ деп басынан бастайды. Сондай бала, андай бүйтіп қала береді. Нервный еще, андай отыра алмайды бір жерінде ше. Сондай бала да. Бүйтіп тұрам, мен қайтып түсейін деп ше. Өзім де сабырлық таныттым, жайлап үйретіп бастадым. Бірге да саусағын қойдым кәдімгі. Ұстап тұрмын бүйтіп ше. Соның бәрі белгілі уақыттан кейін бір айда ма, 4 апта уақытымды алды ғой. Саусағы сынды баланы. Кәдімгідей уже жүріп бастады. Мына жерге жетпейтін саусақ уже мына жақта жүрді кәдімгідей. Опа деймін, значит, жемісіміз бар, еңбегіміздің де ары қарай жалғастыра береміз. Қазір мысалы өте жақсы түрде домбыраны тартады.
Науаи деген күйлері бар, Балбырауын деген күйлері бар, не Салтанат деген күйге өтіп жатырмыз жақын тарихте. Өте не талпынысты бір бала болғаннан кейін ондай балаларды үйреткім келеді. Түрік па? Түрік. Қазір қанша студент болды сенде? Қазір менде 8 студент бар, құдайға шүкір. Оларға жеке-жеке үйретесің сонда? Жеке-жеке үйретіп жүрмін. Негізгі үлкен проблемамыз біздің домбыра. Домбырамыздың аздығынан көп балдарға үйрете алмай жатырмыз. Бірақ Қазақстаннан алдыртып жатыр мен. Түріктер мысалы менен заказ береді. Болды ғой, есімде домбыра күніне қарсаңында елден әжептәуір домбыра әкелінді университетке. Әкелінді, бірақ олар таратылды, сынды, ол жердегі домбыралар кейбірі нашар тартылмайтын халде. Жалпы инструмент болғаннан кейін қайтадан жасауға бола ма? Елден алдыртып демеушілермен? Қиын екен, себебі домбыра деген мәдени мұра болғандықтан мемлекеттің мәдениет министрінен белгілі бір не алу керек, рұқсат алу керек екен. Егер үлкен данада алдыртатын болсаң, Мектептер мәселе екен ғой домбыра алды. и мысалы сол 8 оқушының бәрі домбыра алды. Мен Қазақстаннан алдыртып жүрмін, өзімнің жұмыс істеп жүрген нем бар, шеберім бар, өте жақсы ұста. Егер алдырам десеңіздер, жақсы бағада алдырта аламын. Сөйтіп, Анадолу Жет компаниясының көбінесе өзіміздің таныстар ғой, соларға беріп жібереміз, олар алып келеді, мен солардан жаңағы қолдарына бір тиынын беріп өзім алып аламын. Сол нелер арқылы. Одан басқа қандай нелер бар да, жаңағы домбыра мен теннистен басқа, сосын дебаттан басқа қандай клубтар бар? Клубтарымыз Сәбидан ашқандары. STEM клубымыз бар. Біздің ол үлкен не? STEM клубымыз, біз айттық, Анкара қазақ жастары ретінде өмірі біздің істейтініміз. Пикник, бір концерт, жаңағыдай бір іс-шара, бір-бірімізбен әңгіме, дүкен. Біз не үшін келдік деймін? Оқу үшін келдік тұрсыз ба? Ол бұл жерде де магистратура докторанттардың үлкен әсері болды. Оларға қызық емес бұл зат. Енді адам 30-ға келген 20 жастар бала не сөйлейді дейді, адам уже отбасы құрып қойған дегендей ғой. Сөйтіп тұрамыз да, бұлар не үшін келді? Бұлар оқу үшін келді. Онда біз бір ғылыми не ұйымдастырайық дедім ғой, клуб. Сөйтіп әсіресе технология саласы бойынша, жаңағы mühendisler дейміз, инженерлер болсын, архитекторлар болсын, биолог, фармацевт, тіпті оқитындар болсын, бұлар бұл жағдайны көбінесе не қалып қалады, сыртта қалып қалады. Күлтүрел мәселелерде, жобаларда, нелерде. Әлеуметтік ғылымдар ғана. Әрине. Сөйтіп тұрады да, онда STEM клуб ашайық деймін да, балдардың біздің қазір Дариға, басшысы және Сабина, екеуі де mühendis, біреуі химия mühendisliğinde оқиды, біреуі болса иншаат mühendisliğinde оқиды. Екеуі клубты ашып бастайды, кәдімгі архитектор, фармацевт балдар бар, гуманитарийдің балдары да барып жүр. Ол жерде нелер талқыланады, не яғни клубтың мақсаты не? Ғылыми проекттер, презентациялар жасалынады, өздерінің салалары бойынша. Мысалы, иншаат mühendisi не? Адам білмейді ғой. Соған байланысты бір презентация жасайды, белгілі бір айда мысалы бір кону болса, бір сала болса, соның ішінде тереңдеп, қызықты сұрақтар қойылады бір-бірлеріне, оларды ішінен қарбаластырып, іздестіріп бастайды. Магистратура, докторантының несі оқушылар көп болғаннан кейін олар тездік айтып жазу керек. Сол жақтарынан бір-бірлеріне көмектесіп отырады клубтың ішінде. Бұл клубымыз ашылды. Одан кейін жаңадан келген балдардың арасында дебат клубымызды аштық. Дебат клубымыз мынандай әсер келді. Біз жалпы қыстан бастап осы жақындап келе жатырмыз, біздің 26 сәуір болатын ұйымымызға 5 қаланың басшылығымен кездесеміз. Әр қаланың өзінің несі бар, басшылықтары бар. Болу, Сакария, Eskişehir және Карабук қалалары. Анкараға жақын қалалар. Бізбен бірге Анкара. Анкараға жақын қала десек болады, ең ұзағы Сакария 4 сағаттық жолда. Бір-бірімізбен араласып бастаймыз. Сосын не ойлап тұрмыз, бір ортақ проект жасамадық па деген ой келеді. Жалпы бұны Eskişehir'дің қазақтары бізде 16 желтоқсанға келген кезде, бір көріскен кезде менің ойымнан шығады. Себебі бұған дейінгі жылдары, бір жыл бұрын біз бәкеңе айтқан тұғынбыз, ей, кететін болсаң, кішкене дүркіретіп кетсейші, бүкіл қазақтарды жинап Анкараға, басқала емес па, деп, тармас деп тұрсын. Бұл жерде айтып өтірік, бұл идеяны айтқан Жантөре, біз негізі наурызда жиылып, алдағы жобалар талқыланған кезде, менің басшылықта Жантөре Бектасов деген жігіт болған, Хажы Байрам Вели университетінің студенті. Соның идеясы болды. Анкара деңгейінде ғана емес, осы Түркия деңгейінде. Құрығанда жақын қалаларды біріктіретіндей жоба жасайық. Сол кезде Наурыз фест идеясы деген идея келген.
қазақтың ұлттық мейрамы, түркінің мейрамы наурыз аясында соны сылтау қылып, себеп қылып әдемі осы маңайдағы қалалардың басын қосу. Мен сол кезде осы идеяны мен жігіттерге айтқан болатынмын. Ахметәлі қатты өтті. Қатты өтті. Одан кейін сайлау жақындаған. Жаса кететін болса естіп кет. Атын шығып кетсін деймін ғой. Жаңадан өзде тек қана Анкара емес, бүкіл қалалардың алдында көрінген. Бірақ шыны керек, ол кезде істесек істей алмайтын еді. Себебі бірақ айтпағалы қалған еді. Өте аз уақыт қалды. Мысалы біз қыстың басынан бері дайындап келатырмыз. 4 ай ма бар? 4 ай болды дайындап келатырмыз. Әлі дайындап отырмыз. Сөйтіп осы идея келеді, сол жерде басыма. Мына бір кісі келіп жатыр екен. Давай онда мынаны істеп жүрмедік па деп. Сөйтіп жайлап әңгіме басталады, бір-бірімізді тартып бастаймыз, сөйтіп басқа қалаларды бір күні шақырамыз бізге. Анкараға келіңдер қонақ болып. Как раз еще елшілерге жаңағы дипломаттармен де кездесу ұйымдастырып жүреміз олармен. 5 қала болып бүйтіп тұрамыз да, ұйымдастырсақ фестиваль ұйымдастырайық дейік та, сөйтіп фестивальді ұйымдастырып жібереміз. Бұл жерде біздің UNEDUM құрылының ішінде де белсенді жандардың несі де көп болды, поддержкасы, қолдауы көп болды. Сөйтіп елшіліктегі дипломаттардың алдына барамыз да проектіміз орнына қоямыз. Ұсынасыңдар. Иә, сәуір айында. Себебі 22 наурыз Рамазан айына келгеннен кейін ол уақытта тойлағанымыз қатты не болмас, жайыз болмас. Иә. Себебі белгілі уақытта тамақ жей аласың. Фестиваль деген енді тамақ болсын, көңіл көтеру, би, не. Рамазанда кішкене Құдаймен бірге болғандықтан жай бір жерімізді не істеп, құрсын істейтін болсақ, сәуір айында істейік дедік. Сәуірді істейік дедік та, сөйтіп проектімізді ұсынамыз, дипломаттардың алдына дипломаттар тұрады да, қарады да, енді бірінші мәрте болып жатқан жерде, құрсын не, жын кірген ма деп қарайды да, біз өте қуаныштымыз деді ғой, 5 қала өйстіп бірігіп жатқандарыңа, бірінші мәрте болып жатыр, сол себепті сіздерге бірден қолдау көрсеткенде жақсы екен. Сол себепті сіздерді қолдаймыз деді. Жақсы онда аға деді, біз бәрінше бүкіл пландарымызды сызып бастадық, жазатын жайларымызды жаздық, көрсететін адамдарымызбен көрісіп бастады, бір-бірімізбен арамызда интеграция болды, программа құрдық, не жасаймыз, концерт қалай болады, фуар бола ма, болмай ма дегенде. В общем, детальканың бәріне кіріп жаттық. Сөйтіп, енді жақындап келатыр, жайлап жүрсіз. Қанша уже 10 күндей уақыт қалды ма, құрсын дейсің ғой. Бұндай жүкті не үшін арқалап алдым екен? Қандай басыммен кірдім дейсің ғой. Мәссаған. Бүйтіп тұрамын да, жаңағыдай. Құр бір қаланың автобус алдырту үшін, мысалы 10 автобусқа 400 мың ақша келеді екен. Деп тұрмын да. Бірақ бір жағынан бұл бізге челлендж ғой. Менің өзім өте үлкен челлендж болды. Мен ойладым, мысалы шынында айтайын, қалтамда 1 круш ақша жоқ, миллиондармен ойнап жатырмыз. Шынымен теңгелер болсын, лираға болсын, кәдімгідей. Мәссаған, өзіме де таңғалдым. Значит, бізде бұндай мүмкіндік бар. Біз бұны қолдана аламыз. Потенциалымыз өте үлкен. Мысалы, өткен жылы тастап кеткен нәрсе біздің концерт қою, пикник беру, тамақ беру, осы ойда қалып кеттік та. Сол шеңберден шығу керек. Сол шеңберден шығу керек болды. Енді ескілер жамандап жатқан жоқпын, бірақ олардан асып түсу керек болды. Эволюцияға бұл даму кезеңі. Әрине, біз жаңағыдай балалардан ақша жинап, пикник қойды, потолок көрдік. Енді өзімізге бір уровень көрдік. Сосын бүйтіп қарап тұрамды, емес, біз бұдан да мықты нәрсе істей аламыз деп, басқа қалалар тартып бастадық, өзімізде спонсорлар іздеп бастадық. Сөзіміз өте деген. Көп адамдар бізге қолдауларын білдірді. Бұл жерде қайта кете, көзге көріну, домбыра тартуым, көп нәрседе көмектесті. Мысалы, былай қараса халықаралық қатынаста домбыра нәрі әкәдемі? Яғни, өйтіп ойлап тұрасың да, ешқандай несі жоқ, байланысы жоқ нәрсе. Бірақ адамдардың көзіне көрінуі, мысалы, домбыра тартқаннан кейін бәрі сені амандаса көрсет. Ол жерде всегда анандай нелер жүреді. Геншілік консейі башқаны болсын, партиялардың башқаны болсын, құрым нелердің башқандары болсын. Дипломатиясы деген бар екен. Дипломатиясы деген болады ма? Болады. Әрине. Мысалы, адамдардың көзіне көріне бергеннен кейін, қайта сахнаға шыға бергеннен кейін, сахнаға әркім шыға бермейді. Сахна негізі киелі бір жер. Өзінің бір аурасы бар, өзінің бір несі бар, заңдылығы бар. Сахна сенің всегда шын кейпіңді көрсетеді, басқа адамға қандай болса, сол қалпында сені қабылдайды. Егер жақсы адам ретінде, жақсы перформанспен шығатын болсаң, сені жақсы қабылдайды. Жаман шығаратын болсаң, тартамай қалатын болсаң, ол бәрі білінеді адамға. Ол сені жаман қабылдайды да, сені тартпайды.
Құдайға шүкір бұл уақытқа дейінгі тартып жүргендеріміз, жинаған абыройларымыз бәрі іске жарады да, қайта көріне бергеннен кейін ол қарсы адамдарға бізге деген сенімдері пайда болды. Бұл жерде ескі таныстарымыздан Түрксой болсын, ескіден бері келіп келе жатқан, оларға домбыра көрсетіп жүрген, өзім башкан ретінде танытқан Gençlik Konseyi болсын, үлкен спонсорлық етіп жатыр біз үшін. Қазір Gençlik Vakfı болып жатыр Орандағы. Түрк әлемінің. Иә, түрк дүниясы Gençlik. Иә, Рамазан Изобейіміз. Олар да өте үлкен көмек берді. Иә, ақшалай көмек берсе жатыр. Елшіліктен бөлек. Бізде қазір мысалы астана нелеріміз, сол елшілігіміз болсын, Анкара университетінің өзі бар, Түрксой ұйымы бар, содан кейін Gençlik Konseyi бар. Бұлар төрті жаңағыдай үлкен немізді қарсылап жатыр. Мысалы енді олар енді көмек көрсетсе, сен көндір алып алғаныңа қарай. Енді сен сұрақ болып тұрды. Біз енді бұл жерде басты сен мақсатты студенттер үшін қойып жатырсың. Мысалы интеграцияны қалыптастыру, баяғыдай шашылып, бөтенсіп жүру емес. Қалалардың басын біріктіріп, бауырмалдық, шетелдік ынтымақтастық даянышы ма дейді ғой. Әрине. Сол арқылы бұл үлкен неге әсер етеді. Бұл бірақ қазақтарға ғана пайда ғой. Ал сен түріктерге пайданы қалай беріп жатсың, түсіндірдің оларға. Бұл жерде мынандай нәрсе. Басқа қандай Наурыз фесттің пайдасы ықпалы бар Түркия мемлекетіне? Мысалы, бізде мынандай зат бар. Әркімге өзіндік индивидуальный подход дейді ғой. Әр жеке кірумен жеке несі. Әркімнің өзінің несі, бұл фестивальда мақсаты бар. Біреу өзіне танытқысы келеді, біреу өзіне адам жинағысы келеді, біреу өзіне жаңағыдай ықпалын арттыру ма? Неді, қағаз жүзінде мынаны істедім дегісі келеді. Әрқайсының несін тапсаң, ауруын табатын болсаң, оған рем ретінде мына Наурыз фесті көрсете алдық. Біз өзіміздің ұйымымыз ретінде. Сол үшін бізге көмектерін беріп жатыр. Сонымен қатар сен айтып өттің ғой жаңа, интеграциялар түрлі жағдай, бір-біріне әсері, қазақтардың бірін-бірі көріп, бір етене араласуы деген сияқты есіме түсіп отыр. 2019 жылы Сакарияда қазақ құрылтайы болды. Осы дәл осы Наурыз фест сияқты әртүрлі қалалардан, бірнеше қаладан, дәл қазір санын есімде емес, тек қана ол жағынан емес, сонымен қатар қазақтардың бір-бірімен етене танысып, отбасы болуына да үлкен әсер етеді деп ойлаймын. Өйткені мен өзімнің күйеуіммен сол Сакариядағы құрылтайда танысқанмын бірінші рет. Олай болса, асыға күтеміз, бұл Наурыз фест күндері табыстырады. Иә, бұл Наурыз фесті. Махаббаттарыңызды табу үшін Наурыз фестке келдіңіз. Бұл Наурыз фесті романтикалық атмосфера былай 3 миллионы болатын іс-шарада жалпы түрк дүниясы болғаннан кейін бастапқы этапта біздің бауырлас түркі мемлекеттерімен бір açılış töreni дейді ғой. Açılış бір не болады? Ресми ашылу болады. Иә, парад өткізетін боламыз. 300-ге жақын оқушы деп отырмыз. Басқа да Анкара университетінің оқушылары келе алады. Біз ол жерде ешқандай ашық алаң болады. Иә, фестиваль дегенде кәдімгідей біз былай айттық. Айтатын кезде түкеңдерге енді. Бүйтіп отырдық та, аға деді, Наурыздың уақыты өтті білеміз. Жалпы Қазақстан суық жер. Енді білесіздер, қыс деген сәуір айына дейін барады. Бізде Наурыз деген негізі бір айлап тойланатын нәрсе деп. Иә, орынды. Сол себепті көктемнің келуіне байланысты сіздерге Наурызды қайтып тойлайтынбыз көрсетейік деген. Қарап мына бала деген хайырлы деді. Сосын тұрамын да, аға келсін, көрсін, мықты болады. Фор жасаймыз. Бүкіл Анкараның ішіндегі локанталармен сөйлесіп қойды. Ұйғыр локантасы келді, өзбектерін келді, қырғыздан келді, бәрі өздерінің сатыштарын жасайды. Түрксоймен 3000 адамға палау дайындап қойды өзбекше. Тегін таратылу болады ол жерде. Содан кейін жалпы мынандай сұрақ болды. Фестиваль дегенімізде бірінші тамақ. Тосы тұрып тамақты толтырып тастарға иіс шығу керек қой. Жаңағы еттің иісін шығару дегенде ғой. Бізде Наурызда сондай ғой Қазақстанға барған кезде. Әрине. Тамақ жеген деген оны сіңіру. Әрине. Қалай сіңіреміз? Ол кетті. Сіңіретін кезде мынандай. Біздің ұлттық ойындарымызды ойнататын боламыз. Асық болсын, қазақша күрес бар. Болу қаласы ұйымдастырып отыр. Бұл ойын шарасын 30-ға жақын ойын шығарып тастаған. Өздері көресіздер келген кезде. Содан кейін ашық стендтарымыз болады. Ол ашық стендтерінде әр мемлекеттің өзінің стенді болады, бір-екі спонсорларымыздың стендтері болады. Сосын өзіміздің Анкара жастарында стендтері болады. Ол жерде Анкарада жұмыс істеп жатқан зергерлік бұйымдары болсын. Одан кейін белгілі ұлттық нақыштар, киімдер, белбеулер, сатыштарын жасай алады. Жалпы ол жерде біз Анкара университетімен келістік. Оқушылар өздерінің заттарын сатуға дайын. Сата алады деген рұқсатын да алдық. Екінші мәселе фестивальде базар.
сен барған кезде ол фестивальға байланысты бір не алуың керексің, хатыра дейміз ғой, жәрмеңке болады, иә, жәрмеңке деп. Баянды жәрмеңкесі деген сияқты. Әрине, сосын фестивальде не керек деді, фестивальға бізге бір жұлдыз керек деді. Ой, кімді звондамадық. Маған любой артист айтыңыз, гонорарын айтып беріңіз. Сіздер гонорармен келістіңіздер Жоқ, гонорарсыз елшілік келістік. арқылы келді ма? Елшілік арқылы болсын, өзіміздің таныстар арқылы да шығардық. Біз жалпы артистерді Али, танисыздар ба? Али өзінің таныстары, Асқар Али, өзінің таныстары арқылы нені шығарып алды. Бір менеджерімізге шықты. Елшілігімізде үлкен қолдауы бар. Олар барып қайтуларын және де жататын жерлерін төлеп беріп отыр. Керемет. Бұл жағдайда мысалы енді кейбір әншілер аттан айтпай қояйын, бірақ аналардың ақшасын көріп әнші болғым кетті. Рас. 8 миллион дейді, 4 миллион дейді, Иә. 4 мың доллар, 5 мың доллар деген әңгімелер кетіп жатыр орысы. Деп қарап қоясың, біздің фестивальдің бюджетін сұрап отыр ғой. Ол шетелге шығуға соны сұрайды. Қазақстанның ішіндегі Шардара мен ұзататын кезде сондай бағалар. Деп қолып құрсын, ойбай. Әйтеуір құдайға шүкір, мына екі артистіміз бізді жастар болғаннан кейін жерге қаратпай қолдап келе жатыр. Өте мықты артистер. Үміттеріңіз ақтайды деген үміттемін. Бенже өте мықты атмосфера береді. Өте жаңағыдай танымал артистеріміз. Той ұйымдастыратын болсыңдар, Ахметәліге шығасыңдар. Естітші. Арамыз деймін ба? Содан кейін жұлдыздарды таптық арасынан енді Наурыз болғаннан кейін өзіміздің дәстүрімізді көрсетуіміз керек дедік те. Біздің дәстүріміз неден басталады дейді. Тұрмыс салттан. Тұрмыс салтымыз неден басталады дейді. Киіз үй дейді. Киіз үй тігетін болды. Полный киіз үй болады. Одан кейін не бар дейді. Ас тағам керек қой құрсын. Тағамды тағамыз арасында. Одан кейін біздің мәдениетіміз тек бұдан ғана тұрмайды ғой. Сөйтіп ән шығарамыз, күй болсын, домбыра болсын. Басқа ұлттардан да, түркі әлемнің ұлттарынан да өте көп нелер болады, перформанстар болады. Жалпы сіздерді асыға күтеміз. Әсіресе Анкарада тұратын қазақ жастарын, тек қана жастар емес, қазақтарын жалпы бәрін күтіп отырмыз. Келіңіздер, көріңіздер, сіздер үшін жасап жатырмыз біз бұл дүнияны. Біз үшін керек емес. Сіздер егер жақсы ойда қалып, жақсы оймен кететін болсаңыздар, мықты әсер алып қайтатын болсаңыздар, біздің жасаған еңбегіміз үшін өте үлкен табылмас бір ақымыз болатын еді. Енді осы Наурыз фесттен кейін сайлау күтіп тұр ма сені? Құдай қаласа, енді ағаларымыздан үйренген сайлаумен келдік. Сайлаумен кетуді де жоспарлап отырмыз. Себебі демократия деп отыр, өрлік көрсетіп отыр. Хотя бір Анкарада, Түркияда егер келетін болса сайлаумен келсін деген ойдамын мен. Бірақ шыны керек, қазір оған вообще ой бөле алмай отырмын. Мынау қазір өткен. Иә, себебі өте үлкен жауапкершілік. Шыны керек, өте үлкен жауапкершілік. Андай ақшаны өмірде жоқ, көрген болса былай шет жағасың. Бірақ енді өзіңнің ақшаң болмағаннан кейін басқа бір нелерден алғаннан кейін әрине. Бұл сол себепті кішкене тиянақты қарап, бүкіл ойымызды, фокусымызды осы шараны өткізіп алғанға не істеп отырмыз біз, қарастырып отырмыз. Командамыз өте белсенді түрде жұмыс істеп жатыр. Құдайға шүкір, Анкарадағы белсенді студенттер бүгін группамызға не жаздым, хабарландыру жазды. Өздеріңізді де күтетін боламыз. Сіздер осы Анкара қаласының тұрғындары ретінде, осы жердің оқушылары ретінде келген студенттерге үлкен қонақжайлықтарыңызды көрсетіп, жақсы бір іс-шара ұйымдастырамыз деген ойдамын. Құдай қаласа. Жалпы шетелде жүргеннен кейін азғантай қазақ болып, бір-бірімізге кіргенше, бір жұдырықтай бірлесіп, жақсы істер атқаруда. Өйткені мұндағы әрбіріміз біз еліміздің бір темсилші дейді ғой, темсил етмек. Одан кейін мысалы біз тек өз арамызда деп ойлағанмен, мысалы бұл жақта біз ғана емес, біз ғой ябаншы шетелдік студенттер. Түркі елдерінен бар, Әзербайжан, Қырғыздың, Өзбегің. Сырт көз сыншы дейді. Болған нәрсенің барлығына олар сырттан ғана қарайды, сынап қарайды. Одан кейін қазақтың әдемі сөзі бар. Жақыныңды жаттай сыйла, жат жанынан түңілсін дейді. Сол үшін өз жақыныңды бір-бірімізге деген құрметіміз қаншалықты жақсы болса, сырттағылар қарайды ғой, қандай ынтымағы жарасқан дейді. Одан кейін олар да сыйлайды. Жақыныңды жаттай сыйла дегенде сондай ойланып кеттім. Біз, демек, әсіресе бұл қазақтарға арналған сияқты, жақынымызға қалай болса солай қарым-қатынаста болып, жатқа
көбірек ащы шындық. иә көбірек жақсы жағымызды қонаққа береміз. Тарелкамен ана қонақтар үшін деген сияқты. Сол өкінішке сияқты орай қазақтармен араласқан кезде қалайсың, сондай ма, жақсы екен дейсің. Басқа біреу болса, қайда оқисың? әрине бұл жерде түріктерде де сөз бар ғой, сен маған досыңды көрсет, сен қандай адам екеніңді айтамын деп. Сол себепті жақын ортаны ұстаған кезде де өте жаңағыдай тиянақты қарау керек, кіммен араласатындарыңды білу керексіздер. Мысалы бұл жерде қайтадан лице келеді, база дейміз ғой, фундамент. Фундамент қосылатын кезде мысалы әрқайсымыз әр жылда мысалы мемлекеттен ары кетсе 2 бала 3 бала келетін еді. Әрқайсымыз белгілі бір Қазақстан болып жүрдік ол жерде. Ана бала белгілі бір Нигерия болып жүрді, ана бала белгілі бір Пакистан болып жүрді, ана Үндістан болып жүрді, ана Албания болып жүрді, ана Германия болып жүрді да. Соған қарап біз, мыналар мынандай екен, мыналар мынандай екен, мыналар лас, мыналар таза, мыналар жақсы сөйлейді екен, мыналар онша емес, тілдер келмейді екен, мына ырға тілі келмейді. Ойбай, мынау қалай сөйлеп жатыр құсы? Мыналар діндар екен, мыналар құсы ақшалар бар екен, машалла деп. Кәдімгі осындай нелер да бәріне бір-бірден қарап мемлекеттерін не істеп отырдық қой біз. Пікір алып отырдық мемлекеттерінің өздеріне. Бізге де бір қазақ ретінде қарады. өйткені біз шетелге шыққан кезінде Мадина Ахметәлі Бекзат ретінде емес, ең бірінші Қазақстан ретінде шығамыз да. Керемет. Ахметәлі, Құдай қаласа Наурыз фестті жақсылап өткізіп алайық. Өйткені бұл тек қана сенің бастамаң емес, осында әр қазақ студенті. Өйткені мен солай деп ойлаймын енді, бұл Анкара қазақ студенттер бірлестігінің инициативасымен өзінің бастауымен болып жатқан нәрсе, дұрыс па? Қолдаушылар, мекемелер, бірақ инициатива қазақ студенттер бірлестігі. Демек қазақ студент проекттің бәрі біздікі, полный организатор біз. Ол жаңағы үстегі нелеріміз, біздің демеушілеріміз тек демеу мақсатында, және де не мақсатында, ағалық, інілік, қарым-қатынастар мақсатында өздерінің жәрдемдерін беріп жатыр. Бұл жақсы өтсе, абырой мақтан Анкарадағы қазақ студенттеріне тиеді. Олай болса, ал жаман өтсе, онда сынды Анкарада қазақ студенттеріне тиеді. Бұл жерде Болу, Қарабөк, Сахарада жүргенмен үй иесі кім? Үй иесі Анкара. Демек, ертең абырой да тисе осы Анкараға, сын да тисе Анкара болғаннан кейін, бұл барлығымызға түсетін жауапкершілік, сенім. Ертең сіздер инвеструшы ретінде, біз қатысушы ретінде сол жерде ұрыспай, төбелес шығармай, тамақты опырып жемей, таласпай, өкінішке қарай Қазақстандағы кейбір әдеттерімізді не істемей. Айтып кеткеніңіз өте жақсы болды, себебі мынандай зат бар. Біз қонақ күтіп отырмыз ғой, біз кеткенменен қазақтың аты абыройы осы іс-шаралармен қалып отыр. Бәрінде де осындай. Өткен жылы тәуелсіздікті мықты орындарындар деді. Осы жылы Мессаға мықты орындарындар деді. Іште былық шықса да сыртқа өте ынтымақты, сөзіміз өтетін абыройлы халық ретінде көрініп жүрміз. Құдайға шүкір болған. Және де мысалы біз артық нені көтердік қой, уровеньді көтердік қой. Уже халықаралық ұйымдармен жұмыс істеп жатырмыз, елшілігімізбен жұмыс істеп жатырмыз. Өте үлкен ықпалы бар вакыф дернектермен жұмыс істеп жатқаннан кейін біз жақсы іс-шара көрсетсек, жақсы өнерімізді көрсетсек, жақсы өткізетін болсақ, келешекте келетін басқа Анкара жастарын біз ғана емес, бізден кейінгі ұрпақ демей-ақ қой енді, нелер буындарға бұл өте үлкен бір не болады, плацдарм болады. Есік ашып береді. Плацдарм болады, есік ашып береді. Мысалы айтады, аға біз Анкара жастарынан келдік, сендер кімсіңдер? Өткен жыл Наурыз фест ұйымдастырдық қой дейді. Бол. Сразу не да, ол бір гарантия мәселесі. Бұл жерде сенің атың шыққанымен, Ахметәлінің аты шықпағанымен, қазақ жастарының аты шығады. Сол себепті әркім бұл жерде артық қазақ жастарының ұйымының ішінде жүргеннен кейін бұл ықпалды қолдана алатын жағдайға келтіру біздікі. Мен қазақпын деген кезде Түркияда абыройменен көкірегімді керіп жүріп, сөзі өтімді жастар болуды аңсағаннан кейін біз бұны не істеп отырмыз, арман мақсат қылып отырмыз. Енді бұл жерде маңызды нәрсе, мысалы Ахметәлі, сен қазір кәдімгідей система қалыптастырып, үйіндермен байланыс құрдың. Бұл енді байланыс құрған нәрсе, мысалы сен ертең оқып бітіріп басқа мақсаттарың болады, приоритеттерің болады. Сендер бұл істен сырттаған кезде, алыстаған кезде, сендердің орындарыңа келетін
Сендердің орындарыңа келетін команда жалғастыра ала ма? Бұл жайында ойлайсың ба жалпы болашаққа қатысты? Әлде тек қана мен өз мерзімімде дей ғой, мысалы үшін өз мерзімімде жасап кетейін, қалғаны күл болмаса бүл болсын дегенді қарауға да болады. Мысалы сен әйтпесе саған мысалы саған айлық бермейді ешкім, бір атақ бермейді ертең. Ал енді осыны айлық беріңдер десе. Енді соңғы нем осы мені қызықтыратын, бұдан кейінгі келетін буын осыны жалғастыра алу үшін сенің ойыңша қазір сенің жасайтының не болу керек, болашақта қалай болу керек жалпы? Ереже керек па, жарғы керек па, әлде қалай? Белгілі бір принциптерді қалыптастыру деген сияқты. Мысалы, бірінші ақша мәселесін не істеп кетейін. Бәрімен ақша бар деп ойлайды, бірақ жоқ, ақша жоқ. Бұл өте үлкен бір жағынан қалай айтсам, нығмет, бір жағынан үлкен проблема. Ешкімге ақша беріп істетпегеннен кейін бұл жерде сен ана адам үстінен қадағалап требовать ете алмайсың. Себебі бұл жерде көңілмен істеп жатыр адам. Өзінің ерікті түрде мен қазақ үшін мынандай нәрсе істеймін деп келген адам. Оның бетін қайтармау керексің, басшы ретінде. Оның несін білу керексің, қабілеттерін білу керексің. Максималды түрде тиімді қолдана алу үшін сен жұмыссың ол. Бұны атқару өте қиын. Өте қалай айтсам болады, шаршататын дүние. Себебі әр адаммен сөйлесу керексің, әр адаммен танысу керексің. Мен өзім негізі интровертпін. әлі қоймайды. Мен экстраверт болдым. Өзім немнің сыртында ирадам дейді ма? Еркімнен тыс. Еркімнен тыс. Мен не болып кетті? Экстраверт болып кетті. Анандай ғой. Ескертіп қояйық, бұл жерде Ахмет Әли өз еркімен келді. Әрине. Жоқ, анандай ғой. Айтсын болады, мен мысалы көп адаммен сөйлесетін кезде мен шаршатады да, бір күн демалуым керек, өзім жатуым керек. Болмаса ешкіммен сөйлеспей, жаңағы домдан тартып, отыруым керек та, болмаса шығып кетуім керек таудың басына ма неге. Себебі энергия бұл шаршатады адамды ше. Бұның бәрі қиын жағдай. Мысалы ақша болмағаннан кейін сен оны бүйтіп тұрып, сен неге мынаны істемедің деп жегіп сөйлей алмайсың, ұрсып сөйлей алмайсың. Қаншалықты нерв болсаң да, қаншалықты не болсаң да, ол бала істей алмаса да, егер істесе мақтайсың ады үшін. Істемесе тоже мақтайсың деп. Андай болды, мектеп мұғалімдері болды. Сөйтіп, тыныш деп ұрысып бересің. Сонымен келесі деп. Онсыз да менің ойымша жалпы лидерлік деген қабілет жеку бір нәрсе емес. Адамдардың көңіліне, олардың жаңа айтып өттің ғой, индивидуальный бір подход. Өзінің артынан жетектеп жүргізе алу ғой, ерікті түрде. Енді қызық тұрған сол ғой. Мысалы үшін демек ол адамға ғана байланысты дүние болатын болса, мысалы қазір Ахмет Алидің осы адамдармен, басшылармен жақсы мәміле дейді ғой, мәмілеге құралуының арқасында болып жатса, Ахмет Алиден кейінгі келетін адамда ондай мәміле болмаса, бұл қалай болады Ахмет Али? Сенің ойың қандай жалпы, жеке ойың? Жеке ойым мынандай. Бұл жерде таңдайтын халық болғаннан кейін, халықтың арасынан шыққаннан кейін, халықтың ойымен санасу керек, олардың ойын құрметтеу керек. Негізі өзімнің жеке ойым, мен демократияға қатты жылы қарайтын адам емеспін. Бірақ системамыз осы болғаннан кейін, демократия болғаннан кейін, біз бұл жерде халық не таңдаса, оның сөзі заң болғаннан кейін қолдаймыз до конца. Мен өзім, мысалы, өткен буынға қараған кезде, өткен буынның мысалы ұнамаған жері, сен сұрамасаң да кейбір жерлерде өзінің ойын айтып, өзі тықпашағысы келеді. Былай қарасаң, ол ішкі кухняны білу керек та. Оған дейін ол да болды ол жерде. Біздің де ішкі кухнямызды былай шет жағасын біліп отыр. Не болып жатқан білгенменен там іште қандай мәселе болып жатқан ол білмейді. Бірақ мына жерден келіп, ойыңа ой салып, не істегісі келіп отырады да, бір жағынан көмектеседі, бірақ бір жағынан көмектеспеуі де мүмкін. Мен сұрамағаннан кейін рахмет, керек жоқ. Жалпы керек емес кезде ақыл бермеу керек. Кеңес сұраса ғана беру керек деп ойлаймын. Менің де ойым мынандай, егер бізден кейін келетін адам айтса Ахмет Али, аға ма дейді, іні ме дейді, бәрібір. Айтады, мынамен сөйлесуің керек, қалай істеп едіңдер өткен жылы, көмектесе аласың ба десе, без проблем. Бұл жағдайда түркістанмен сөйлесу керек па, нөмірлерін берін, өзім барып бірге керек болса. Шетелде болмасаң, конечно. Одан кейін жаңағыдай елшілікпен сөйлесу керек па, арасын бағаластыруға тырысамын. Басқа ұйымдармен, нелермен сөйлесу керек па, бүкіл таныс, связьдамыз бәрін қолдануға тырысамыз. Бәрінше көмек береміз. Істей алмайды ма, халық таңдағаннан кейін
өз көну обалына керек. өзіне көну керек. Иә. Ал былай жаңағы жарғы деген сияқты белгілі бір елде де білмеймін белгілі бір қалай десем басқармада да өзіндік бір жарғылары, өзіндік бір ережелері, Иә. сондайлар болады ғой. Сол туралы ойлап көрдіңдер ме мысалы үшін? Ойлап көргенде ойдан өтті. Жалпы болды, бірақ жарғы жасау үшін әлі піспеген сияқты. Себебі мынандай мәселелер болады. Мысалы, осы жылы біз бұны көп байқадық. Ескі подход жаңа келген буынға өтпеді. Бұндай кездерде мобильді болу керек. Егер жарғы артында бір неге жаңағыдай қорапқа бізді салып жіберетін болса, ол қораптан шығу қиын болып кетеді. Рамкаға салмау керек. Сол себепті кішкене мобильді давраныштар жасау керек. Иә, икемдер, мысалы, керек кезде жаңағыдай клубтарға бөліп тастау керек, керек кезде бәрін бірақ жинау керек дегенде ғой. Егер белгілі бір жарғы болатын болса, жалпы мысалы саясат оқығаннан кейін бюрократия көп нәрседе пайдалы болғанмен көп нәрседе не болады, проблема болады. Біз мысалы жаңадан қалыптасып жатқан ұйымбыз ғой, 3 жыл болды біздің қалыптасып жатқанымызға. Одан кейін біз әлі шыны керек, жалпы Түркия алаңында болсын, өзіміздің атымызды, немізді нығайтып қоя алған жоқпыз. Бірлігімізді қоя алған жоқпыз. Сол себепті бізге мобильді болу керек. Бізге әр не дейді, сыртта болып жатқан жағдайға икемденіп әрекет қылуымыз керек. Бірақ мынандай атауын мысалы, ең болмағанда атауын мүлде өзгертпеу, өйткені келген әр басшы атауын өзгерте берсе бір мән қалмайтын сияқты да, немесе логоны өзгертпеу деген сияқты белгілі бір нақтыланған бір-екі нәрсе болсын қалдыру деген сияқты ойда бар. Ондай нәрсеге келуге болады, бірақ мынандай ғой, енді басшылықты халық таңдағаннан кейін оның ойына, оның жасап жатқан мәмілесіне разы болу керек. Әрине ол басшылық та мысалы мендегідей, мен бірінші халыққа сұрадым. Қалай қарайсыздар? Көпшілік иә деген соң ғана ауыстырдық. Жоқ деген кезде де ауыстырмай тұрдық. Білесіздер, өздеріңіз тәжірибеңізден көрдіңіздер. Бұл жерде мынандай ғой, енді басшылық болып бір рамка жасап бөлініп кету де өте қате. Себебі халықпен араласпай қаласында, халықпен араласпай қаласында өзіңді типа элита, былай қарасың, студенттік организацияңыз ондай. Не жоқ құрсын, бізге ешкім ақша беріп жатқан жоқ. Біз де сіздер сияқты жаңағыдай жұмыс істеп жатырмыз, ақша тауып жатырмыз, қиналатын кезде қиналып жатырмыз. Жалпы бүйтіп абонман қолданамыз. Біз де абонман қолданамыз. Біз де автобуспен барып келіп отырып, немен барып келіп, трамваймен еді, метромен барып келіп отырмыз. Бұндай жағдайларда жаңағыдай енді адам баласы болғаннан кейін бұл жерде кин дейді ғой, түркше айтқан кезде дандайсып кетеді, кішкентай билік болса, не болса жаңағыдай. Биліктің болуы. Шынымен де бар сияқты. Әрине. Басшым деген мысалы түртір башқаным болады. Басшым деген сайын бір тыңдайсың, жақсы, екі тыңдайсың, үш тыңдаған кезде басшы екен. Мысалы подсознательно уже қабылдап қояды. Бұл жағдайда қалауынан тыс болады. Әрине. Адам бақылап отпаса, мысалы, адам болмысында сондай ғой, нәпсі бар, басқа бар. Саған көп ескерткенбіз басшы кезінде. Ахметәлі құрттыр мені, башқаным. Жоқ, башқаным деген сайын сенде бір сондай қандай бір буып сәп сөйтіп. Сондай болды ма сенде де? Жоқ, мысалы мынандай ғой, болғанда шығар, мен білмеймін, сырт көзқарасын сұрастыру керек. Жалпы өзімнің ойым, мысалы, мен ондай нәрсе жақтырмаймын. Түркияда өскенмен де бұнан бәрін көрдім. Түріктер де жаман ғой мынандай. Башқаным кіретін кезде құрсын өй деп қаласың. Қазаққа жат дүние болғаннан кейін өзім де мысалы кішкентайынан бері медресе тәрбиесін көрген, Құдайдан арамыз жақсы болғаннан кейін жалпы Құдайдың не екенін білгендіктен тәкаппарлық ұзаққа апармайды. Сол себепті әр сайын сен де адамсың, 12 буының бар, 2 көзің, 1 мұрның бар. Сен де керек кезде ауырасың, керек кезде сау болып жүресің. Жалпы Құдай шебер ғой, керек кезде орнына қойып тастайды. Абыройды арттырғанда Құдай. Әрине. Қасықтап терген абыройын шелектеп төгіп жібереді керек болса жаңағыдай әркімге сөзіңді өткізіп жібереді. Бәрі Құдайдың арқасында. Мысалы, бұндай өрнектер өте көп, әсіресе денсаулыққа байланысты жаңағыдай. Жақында менде болды, аяқта тырнақ құрсын. Дұрыс кеспегеннен кейін аяққа баса алмай қалдым да. Былай қарасаң, мынандай деу дене. Сонда бір тырнаққа қарап тұрмыз ғой, дұрыс па? Бірақ тырнаққа қолына ауыртады ғой. Әрине. Етке кіреді да. Сол себепті жалпы адам екенін естен істемеу керек, естен шығармау керек.
адам болғаннан кейін, адаммен жұмыс істегеннен кейін, жалпы әр адам өзінің бір қасиеті бар, өзінің бір қазынасы бар. Егер іздеймін десең, сен оны табасың. Былай, қойшы, араласа береді деп тастасаң модерн дүнияда не деп айтады ғой, икигайын табу. Иә. Енді Ахметәли, жалпы мысалы қазір өзімше ананың айттық, мынаның айттық, басшы болдық, іс-шара, ұйым, студенттер, жауапкершілік, сенім, провал. Енді осының бәрі неге керек деген сұрақ туады. Мысалы, Қазақстаннан қарап отырған бір жас жігіт или қыз сұрауы мүмкін. Бұлар неменеге Анкарада бұндай қатты тыраштанып жүр? Өйткені олар да сен айтқандай ішкі нені білмейді ғой. Мысалы, біз Анкараға сен 2018-де келдің, 19-да, 17-ден бері осындасың. Осында қазақ ұйымдарының барлығын танисың. Қайсы жерде болсын, көңілде кикілжіңдер болғанын, іс-шара ұйымдастыруға байланысты. Біз Анкарадағы нені танимыз, бэкграундты білеміз да. И бізді бұл нәрсеге алып келген, итермелеген. Мысалы, мені тыныш қана сабақ оқып жүрудің орнына осы қоғамда жұмысқа соққан, майданданы қызықтырған, сені қазір қоймай алып жүрген нәрсе, осының бәрін көріп, бейжайға қарай алмауымыз. Ал нені көрдік біз? Біздің көргеніміз бірліктің жоқтығы. Жасауға болатын нәрсе, біз мықтыға жасаудың қажеті шарт емес. Жасауға болатын элементарный нәрсенің өзіне жетісе алмай, жоқ екенін көріп тұрғаннан кейін, біз соның орнын толтыру үшін жасадық. Ал бұны білмеген адамға, бэкграундты, арка план дейді ғой, арка планды білмеген адамға бұның барлығы түсініксіз, бос бір әурешілік секілді көреді да. Мысалы, 3 жыл болды, бірақ 3 жыл болу үшін оған дейін мысалы қанша рет не бұл талпыныс болды. Біреу жасағысы келмеді, біреу тастап кетті. Енді мақсат осындағы студенттер арасында бірлік, ынтымақтастық, осы арқылы біз ықпал ету, ұйымдарға, мысалы қазір сен қанша ұйымға ықпал етіп жүрсің? Әрине. Бұл маңызды екенін түсінуді. Сол үшін біз не керек деген сұраққа бір жауап бере алатындай болуымыз қажет. Мысалы Анкарада, өйткені біз қазір әлемдік жағдайда мысалы саясаткер ретінде саясатқа жақсырақ, мен жақсы білесің, өйткені мамандығым жақын. Мен қызығатын болғандықтан кейін ғана хабарым бар. Мысалы, еліңе бір күн туған кезде, сен еліңнің құқығын қорғап даулайтын, сөзін сөйлейтін бір диаспораға ықтияжы, қажеттілігі болады. Украинадағы осы нәрсені Украина диаспорасы мықты ма, олар әлемді шулатады. Ал оның қандай екенін білгеннен кейін әлем олармен санасады. Мысалы үшін еврей болсын. Мысалы үшін қазір айтып өттім ғой, мысалы таяу шығыстың өзінде біз енді саясат нені алу шарт емес, бірақ көріп отырған нәрсеміз кімнің сөзін сөйлейтін көп, соның несі жүреді, ісі жүреді. Олай болса бізде сыртта уақытша жүрдік жарайды, студент ретінде жүрміз, бірақ осының өзінде біз еліміз үшін, елдің абыройы үшін бірдеңе істеп кете аламыз деп ойлаймын да мен өзім. Бұл жерде сөзіңізді ойлаймын. Тек кімнің сөзін сөйлейтін емес, мысалы қазір дүние жүзіне қарайтын болса, Палестина сөзін бәрі сөйлеп отыр. Бірақ күші бар. Кімнің күші? Сөзі экономика болсын, саяси болсын, әр жерде өзінің адамдары болғандықтан, олар соның сөзін сөйлегендіктен, былай қарасаң, қарым-қатынас бойынша олардың саны аз, бірақ күші барлардың арасында олар. Олар бұлаған мысалы аз уақыт емес, ұзақ уақыт бойы осыны тұрақты түрде жасап келді. Біз кейде қарап сабақ алуымыз қажет. Мысалы, студент қызметінде бағана айтқан сөзім маған қатты өтті. Тек қана концерт өткізу, пикникке бару, жиып алып тамақ жеу ғана мақсат емес, ұйымның мақсаты. Бұл ұйым деген нәрсе сен қандай бір клубтар құрылу, дебат деген не? Пікірталас мәдениеті. Ғылыми талқы, осындағы септігін тигізу. Мысалы, Наурыз фест, ол ішіп жеу үшін ғана емес қой. Сен ол жерде жұртты тойдырайын деген мақсатың емес. Бәріміз атында жомарт емеспіз. Бірақ басқа мақсаттар тұр да. Әрине. И бұны біз тұрақты түрде жасауымыз қажет сияқты. Өйткені ұзақ уақыт болған нәрсе, ол айтқандай қалыптасады, отырады, сіңеді. И сіңген кезде одан сайын қалай айтсам болады, сапасы жақсыра береді. Жаңағыдай кішкентай ұйым деп қарағанның өзінде бір бастама. Кім біледі, бәлкім 50 жылдан кейін кәдімгідей халықаралық аренада сөз өтетін қазақ диаспорасы болатын шығар бұл ұйым. Болмаса халықаралық аренада қазақтың Түркиядағы атын шығаратын, темсіл жасайтын бір күш болатын шығар. Білмейміз. Бірақ бұл мен ойлаймын, арамызда біздің Қазақстанда министрлер, әкім, депутаттар, компаниялардың басшылары, кәсіпкерлер, ғалымдар жүр. Олардың барлығы көргеннен кейін, нетворк дейді ғой, нетворк пайда болғаннан кейін,
мен елге барған кезде мен Алматыда бір барамын ба, Алматыға ісім түсемін, мен Ахметәлімен байланысамын. Ахметәлі, осындай жоба бар, осындай бастама бар, немесе проблема бар. Қуанышта бөлісу, дамыту, өркендету, қайғыда арқа сүйеу. Әйтпесе біз Ахметәлі екеумізді байланыстыратын не мысалы? Сенімен мені байланыстыратын. Осындай нәрселер ғой. Осындай қалыптастырған достық, байланыс, бір көрінбейтін жіптер үзілмес. Мен солай ойлаймын өз басым. Сосын бұл жалпы үлкен мектеп десек те болады. Әсіресе практикалық тұрғыда. Себебі мысалы кәдімгі қазір болып жатқан тәжірибеде фестиваль жасау қиын екен. Біз бұған көзіміз жетті. Не керек? Құрсын адамның ішетін суына дейін санап кетті. Жейтін тамағына дейін санап кетті. Граммажын білеміз. Мысалы, бұл нәрсе сұрап фестиваль бәрін айтамын. Әрістен гонорарын бәрін білемін. Кіммен қалай сөйлесу керек? Бұның бәрін үйренесің. Мысалы, дікілдеп, маған ақша керек десең, есік аяқта дейді ғой, адамда дұрыс па? Сен оған бару керексің, айту керексің өзіңнің неңді, ойыңды. Оның алдында дәлелдеп қорғау керексің. Қай кезде сұрау керектігін білу керексің. Иә. Мысалы, ақша жоқ адамға барып ақша керек десең, бермейді ол. Бірақ қарайсың, жаңағыдай, оппа, домбыра несінен кейін, мысалы, мықты адам екенсің, қалайсың, сен мен дұрыстап не істеу керек деген кезде тартып аласың да, біздің фестиваль болады еді, что там дейсің ғой. Болды деп, ана көңіл күйге қараған кезде тамырын басып жесең, ол аяғынан бере салады қалса, білмей қалады өзі де. Сондай мәселенің бәрін практика түрде өтеді, бұл мектеп ретінде бір жерде қалыптасады. Мысалы, ең жаңағы элементарно бір құрымға хат жазудың өзі ше, кәдімгі несі бар. Ресми хат жазатын кезде ресми үлгісі бар. Соны өзің жазбағанша сен білмейсің. Жаза деп жүргенмеген, өзіңе келген кезде сен біле алмай қаласың. Ойбай құрсыннан қайт жазатын еді, чат GPT ғой, бәрін іздестіріп қайтасың құрсын. Олмай моменттердің бәрі, осының бәрі бастан өткеннен кейін, сен жалпы, жаңағыдай қалай айтсам болады, көп нәрсені шеше алатын, тек пісесің. Бір ғана немен емес, әрине. Бір ғана бағытпен қарайтын емес, жалпы көкжиекке дейін бейт ала алатын. Мысалы, халықаралық қатынас па менің мамандығым, бірақ мен музыкантты білемін. Жалпы музыканттар қалай шығу керек, не істеу керек. Мысалы, мен келешекте протоколда жұмыс істейтін болсам, музыканттармен жұмыс істейтін кезде, мен олардың қалай не істейтінін біліп отырмын, уже. Мысалы, протоколда жұмыс істесем егер, мен әлі не істеген, бір ресми жұмысым жоқ қой. Бірақ кімге қайтып столына қандай несі тамақ қою керек, жалпы қандай тарелка қоясың, мысалы, сөйлейтін кезде кімнен кейін сөйлесу керек, мақамдарын қайтып белгілейтін болса, бұның бәрі берілетін нәрсе. Содан кейін мысалы тұрасында, так, мен мынаның арасы жаман, осы жамандықтарын қолданып қалуға болады бір-біріне, қарсыластырып, мынаны істеп жатыр, екеуі деп бір-біріне қарастырып қой, алуыңа болады заттарды. Болмаса, аға, мыналар бір-бірін құрметтейді екен, аға мынау көмектесіп жатыр, мынаған сүйене отырып, сен мынаған бара аласың, мынаған сүйене отырып, сен мынаған бара аласың дегенде, бұның бәрі жалпы үлкен бір мектеп қой. Сол себеп, мысалы, немқұрайлы қарауға да болады, студенттер бірлігі, не ол, 20 жасар балдардың лағып жүрген істері деп ше. Бірақ ішіне кірген кезде сен оған белгілі бір ойыңды қойып, бір дәйір дейді ғой, бір құндылық қойсаң өзің, ол құндылығың сен үшін үлкен бір не береді, жемісін береді, иә. Болашаққа жоспарыңызды сұрап жүрсек, соңғы сұрағымызбен. Болашаққа жоспар дегенде, мысалы жақын тарихи айтатын болса, мысалы осы жоқ, өзіңнің сөзіңде айтып қалдың ғой, шетелде болып қалмасам деген сияқты. Түркияда қаласың ба болашақта, немесе Қазақстанға, немесе басқа бағытта оқуға деген сияқты. Көп сыртқы жағдайларға байланысты жалпы қалуым да мүмкін, болмаса шетелге кетіп оқуым да мүмкін. Белгілі бір Түркияда қалай айтсам, екінші отан ретінде қалыптасып қалған. Бұл жерде маған жат бір жер емес негізі. Кеткім келмей ма деген кезде, жалпы мен бұл жерде өзім ісімді құрдым. Белгілі бір неде алаңда жұмыстарым да жүргізіліп жатыр. Бәлкім оны жалғастыру, кішкене нығайтып, мықты қылу мақсатында қалуым да мүмкін. Болмаса... Тек қана ісіңді ғана тапқан жоқсың сен бұл жерден. Сен бұл жерден жүрегінің жартысында таптың ба? Құдай қаласа. Жүрегінің жартысы да Қазақстанда ғой? Табыстырған Түркия шақыры білесің сен. Табыстырған Түркия ғой енді. Не дейді табыстырды? Иә, не қалай айтсам, Түркия бізге үлкен нелер
жетістіктер берді, үлкен мақсаттар қойғызды, үлкен opportunity деген не еді? Мүмкіндіктер, қазақшам кетіп жатыр, айып етпейсің. Мүмкіндіктер берді. Жалпы Түркияға мен разымын. Құдайға шүкір, өзіміздің бауырлас мемлекет ретінде көп жәрдемін тигізді. Көре көсем, сөйле шешен боласың дегенде, басқа мемлекеттерді көргеніміз планымызда бар. Сол себепті, бірақ әрдайым Түркия біздің жанымызда десек те болады. Сәттілік. Рахмет. Әр қазақ жігіті, әр қазақ қызы, әр қазақ баласы әрдайым биіктерден көргенін қалаймыз. Әрине. Барлық бастамаларға, жоспарларыңа жалпы сәттілік тілейміз. Жалпы бастапқыда шақырғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Осындай қарбалас, жалпы ойымыздың бәрі бір фокуста болған кезеңде кішкене демалып, басқа ойлар келіп. ностальгия жасап па? Ностальгия жасап, жақсы болды негізі кішкене серік. Мынау қандай қараймай отырмын ғой. Істеймін ау сағат. Түнгі 1:15 көзім жұмылып бар. Не көттің ау ереке? Мен жалпы түнде шабытым ойнады деймін. Сендердің орындарыңа келетін ау? Сендердің